Қайырлы күн, құрметті Ералы Лұқпанұлы, құрметті депутаттар, қадірлі әріптестер. Қазақстан Республикасы Еңбек және Халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің кеңейтілген алқа отырысына қош келдіңіздер. Бүгінгі талқыланатын мәселе әлеуметтік еңбек саласы 2020 жылдың қорытындылары мен министрліктің биылғы жылға арналған міндеттері. Бүгінгі отырысты санитарлық талаптарды сақтай отырып, видеоконференц байланыс режимінде өткізуді жөн көрдік. Алқа отырысына Қазақстан Республикасы премьер-министрінің орынбасары Ералы Лұқпанұлы Тоғжанов қатынасып отыр. Сонымен қатар парламент депутаттары, президент әкімшілігі мен премьер-министр кеңсесінің өкілдері, министрліктің басшылығы, орталық аппарат департаменттерінің директорлары, Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы және кәсіподақтар федерациясының өкілдері қатысуда. Сонымен қатар видеоконференц байланыс және онлайн трансляция арқылы қоғамдық кеңестің, орталық мемлекеттік органдардың, әлеуметтік әріптестіктердің, халық аралық ұйымдардың, үкіметтік емес ұйымдар мен азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясының өкілдері де қатынасып отыр. Еңбек, әлеуметтік қорғау және көші-қон комитеті және оның аумақтық бөлімшелері, ведомстволық бағыныстағы ұйымдардың басшылары, министрліктің орталық аппаратының қызметкерлері мен бірге облыс әкімдерінің орынбасарлары, жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламаларды үйлестіру басқармасы мен мемлекеттік еңбек инспекциясының басшылары бізбен тікелей байланыста. Олай болса, алқа отырысын Ералы Лұқпанович жұмысын бастауға рұқсат етіңіз. Жұмыс регламентін бекітіп алсақ, есеп берушіге 20 минут, баяндамашыға 5 минут. Әріптестер, егер қарсылық болмаса, онда осындай регламентті бекітейік, жұмысымызды ары қарай бастайық. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің 2020 жылғы жұмыс қорытындысы мен 2021 жылға арналған негізгі міндеттер туралы баяндама жасауға рұқсат етіңіздер. Құрметті Ералы Лұқпанұлы, құрметті депутаттар, әріптестер, құрметті коллегияға қатысушылар. Өздеріңізге белгілі мемлекет басшысының жолдауында бір қатар нақты міндеттер қойылды. Сондай-ақ ел президентінің қатысуымен өткен үкіметтің кеңейтілген отырысында ағымдағы ахуалға баға беріліп, еліміздің әрі қарай даму бағыттары айқындалды. Азаматтардың лайықты өмір сүру деңгейін қамтамасыз ету еліміздің тәуелсіздігінің 30 жылдық мерейтойы қарсаңында ерекше маңызды. Әлеуметтік еңбек саласында жетістік және осы атаулы мерекеге біздің қосқан үлесіміз ол халықтың жағдайын жақсарту болып табылады. Нұр Отан партиясының жаңа бағдарламасында елбасы президент берген тапсырмаларға сәйкес бір қатар жұмыстар атқарылып, одан әрі жалғасуда. Бүгінгі күннің маңызды міндеті әлеуметтік кодексті әзірлеу. Жаңа кодекс әлеуметтік қамсыздандыру саласындағы қол жетімді, түсінікті, заманауи білім басына айналуы тиіс. Министрлік азаматтардың зейнетақы жинақтарын мақсатты түрде алу мәселелерін шешу үшін барлық нормативтік құқықтық актілерді қабылдады. Бұл қоғам тарапынан оң қабылданған маңызды қадам. Сондай-ақ әлеуметтік саланы цифрландыру бойынша да маңызды шаралар атқарылатын болады. Халық игілігі үшін әлеуметтік еңбек саласын жүйелі түрде дамыту мақсатында министрліктің қызметі мынандай басымды бағыттарда жүзеге асырылады. Бірінші басымдық – зейнетақы және әлеуметтік қамсыздандыру. Мемлекет барлық әлеуметтік міндеттемелерін әлемдегі экономикалық жағдайға қарамастан өзгеріссіз орындап келеді. Зейнетақылар мен жәрдемақылар уақытында төленеді. Жыл сайын тұтынушылық қабілетін сақтау үшін олардың мөлшері инфляция деңгейін ескере отырып арттырылады. 2020 жылы халықты қосымша қолдау үшін зейнетақылар мен мемлекеттік жәрдемақылар 2 рет индекстелді. Бұл арттыру 4 миллион адамды қамтыды. 21 жылдан бастап 2,2 миллионнан астам зейнеткердің ынтымақты зейнетақысы 7%-ға арттырылып, базалық зейнетақы мен жәрдемақылар өсімі 5%-ды құрады. Система обязательного социального страхования с 1 января 2020 года проведены важные изменения.
В результате порядка 131 тысяч получателям страховые выплаты были повышены в среднем на 50%. В системе пенсионного обеспечения сегодня наиболее актуальным вопросом является развитие накопительной системы. За 22 года ее существования общий объем накопления составил порядка 13 триллионов тенге. Несмотря на позитивные тенденции, имеются проблемные вопросы, требующие решения. В настоящее время министерством ведется работа по внесению изменений в концепцию дальнейшей модернизации пенсионной системы до 2030 года. Значит, в части совершенствования системы минимальных гарантий и введения с 2023 года обязательных пенсионных взносов работодателей. Екінші басымдық, халыққа әлеуметтік көмек және қолдау көрсету. Мемлекет басшысының тапсырмасын орындау мақсатында 2020 жылдан бастап атаулы әлеуметтік көмек жүйесі оның ашықтығын, әділдігін арттыру және еңбекке деген ынтаны көтеру үшін реформаланды. Жылдың қорытындысы бойынша алушылар саны шамамен 184 мың отбасыдан 936 мың адамды құрады. Оның ішінде 600 мың бала, шамамен 74 мың көп балалы отбасы бар. Әлеуметтік көмек шеңберінде жұмыспен қамтуға жәрдемдесу бойынша 43 мыңға жуық шара жүзеге асырылып, нәтижесінде еңбекке қабілетті көмек алушылардың 74%-дан астамы жұмыс істеп, жұмыспен қамту шараларына тартылды. Жұмыспен қамту шараларына тарту жоспарын Шымкент қаласынан басқа барлық өңірлер орындады. 2020 жылы атаулы әлеуметтік көмекті төлеуге 88 миллиард теңге жұмсалды. Биылғы жылға 123 миллиард теңге қарастырылған. Былтыр Қарағанды және Ақтөбе облыстары ғана жергілікті бюджеттен 15%-дан төмен емес қоса қаржыландыруды қамтамасыз етті. Биыл 20%-дан төмен болмауы тиіс. Осыған байланысты өңірлердің әкім орынбасарларынан нысаналы индикаторларға қол жеткізуге және әлеуметтік көмек төлемдерін қоса қаржыландыру қажеттілігіне назар аударуды сұраймын. 2020 жылы табысы аз отбасылардан шыққан балалар үшін әлеуметтік көмекке қосымша жаңа кепілдік берілген әлеуметтік топтама енгізіліп, оны әлеуметтік қызмет порталы арқылы ұсыну бойынша пилоттық жоба іске қостық. Жыл ішінде 435 мыңнан астам бала бұл топтаманы алды. Биылғы жылы заңға тиісті өзгерістер қабылданғаннан кейін кепілдік берілген әлеуметтік топтаманы портал арқылы көрсетуді жоспарлануда. Мемлекет басшысы жолдауда қойған міндетті орындау үшін пилоттық түрде атаулы әлеуметтік көмек алушыларға әлеуметтік әмиянды енгізу жоспарланып отыр. Бұл жерде алушылар тек әлеуметтік маңызы бар тауарлар мен қызметтерді алып қана қоймай, сондай-ақ алған қаражатын қолма-қол ақшаға айналдыра алады. Балалы отбасыларды қолдау ерекше маңызға ие. Елімізде жыл сайын 400 мыңнан астам бала дүниеге келеді. Ана мен баланы қолдау үшін мемлекеттік бюджеттен және мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан бір қатар әлеуметтік төлемдер қарастырылған. 2020 жылы 2 миллионға жуық адамға балалы отбасыларға берілетін жәрдемақылар мен төлемдердің 8 түрі бойынша жалпы алғанда 635 миллиард теңге төленді. Бұл 19 жылмен салыстырғанда 71%-ға артық. Отбасыларға атап айтқанша жұмысқа тұру, оқу бойынша көмек көрсету үшін еліміздің барлық өңірлерінде 31 отбасын қолдау орталығы ашылды. Сонымен қатар 20 жылы Ұлы Отан соғысындағы жеңісті тойлау қарсаңында ардагерлер туралы заң жобасы қабылданды. Жаңа заңда ардагерлердің өмір сүру сапасын жақсартуға бағытталған барлық жеңілдіктер мен кепілдіктер жинақталған. Аға буын адамдар үшін белсенді ұзақ өмір сүру орталықтары ашылатын болады. Третий приоритет – улучшение системы поддержки лиц с инвалидностью. Работа по обеспечению прав и улучшению качества их жизни продолжается в рамках национального плана, который охватывает все направления жизнедеятельности. По итогам 2020 года необходимыми техническими средствами и услугами реабилитации обеспечены более 343 тысяч лиц с инвалидностью. Это 81% нуждающихся. Это очень важный индикатор, от исполнения которого зависит степень интеграции лиц с инвалидностью в общество. Наиболее
Низкие результаты обеспеченности отмечены в 4 регионах. Город Нур-Султан, Мангистауской, Костанайской и Восточной Казахстанской областях. С 2020 года для улучшения обеспечения техническими средствами реабилитации запущен портал социальных услуг, на котором граждане самостоятельно, без государственных закупок, выбирают необходимые средства и услуги реабилитации. В 2020 году через портал реализовано возможность приобретения 24 видов из 55. На сегодняшний день выдано более 28 тысяч технических средств реабилитации. С 1 января текущего года доступны уже все виды технических средств реабилитации. Внедрены услуги индивидуального помощника, специалиста жестового языка, санаторно-курортного лечения. В целях создания возможностей для экономической активности лиц с инвалидностью в прошлом году разработан атлас профессий для лиц с инвалидностью. Атлас будет использоваться при их трудоустройстве, в том числе для поиска работы на Ембек.кз. В целях улучшения качества жизни лиц с инвалидностью в 2021 году будет разработан проект закона о ратификации факультативного протокола к Конвенции о правах инвалидов. В Акмолинской, Актюбинской и Карагандинских областях предусмотрены открытие новых реабилитационных центров для детей с инвалидностью. В 15 регионах будут открыты центры Тен-Когам. В Нур-Султане и Алматы такие центры уже успешно работают, оказывая лицам с инвалидностью психологическую и правовую помощь в содействии трудоустройству. Акиматам необходимо обеспечить исполнение данных мер. В части доступной среды в новой программе партии Нур-Отан поставлена задача по ежегодному обеспечению адаптации более 4000 объектов. В текущем году доля адаптированных соответствующих стандартам объектов должна составить 20%. С достижением в 2025 году 100%. Для мониторинга работы акиматы должны использовать портал «Доступная среда». В 2020 году в рамках национального плана министерством разработан проект закона, направленный на обеспечение прав и социальной поддержки лиц с инвалидностью. Законопроект на сегодняшний день прошел все стадии согласования и находится на рассмотрении в Мажилисе парламента. Следующее направление охватывает оказание специальных социальных услуг лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации. В прошлом году более 100 тысяч граждан были охвачены специальными социальными услугами из республиканского бюджета. На это направлено 1,3 миллиардов тенге. Министерством проводится последовательная политика по модернизации социальных служб. Вместе с тем, действующая система социального обслуживания сегодня все еще вызывает нарекания по качеству представляемых услуг. Так, последнее резонансное событие вокруг центров по оказанию специальных социальных услуг выявили недостаточность координации местными исполнительными органами деятельности подведомственных медико-социальных учреждений. В целях улучшения предоставляемых услуг предусмотрено принятие и реализация национального плана по дальнейшей модернизации системы социального обслуживания до 2025 года. Однако улучшение ситуации с социальным обслуживанием станет возможным только при постоянном контроле и мониторинге ситуации в регионах, в каждом медико-социальном учреждении. Поэтому комитету и территориальным подразделениям необходимо усилить контроль в данном направлении. В период введения режима чрезвычайного положения и карантина государством были оказаны дополнительные меры социальной поддержки населения. Впервые введены социальные выплаты из Государственного фонда социального страхования. Первые для граждан, потерявших доходов из-за ограничения деятельности, размере минимальной заработной платы в период чрезвычайного положения и карантина. Их получили у нас 4,6 миллионов человек на сумму 475 миллиардов тенге. Второе. Для пострадавших медиков были выплачены пособия на
сумму 25 миллиардов тенге. Их получили 9,5 тысяч человек. Более 1 миллиона граждан из социально уязвимых категорий ежемесячно получили поддержку по обеспечению продуктовыми наборами на сумму 25 миллиардов тенге. Для снижения риска роста инфицирования было автоматически продлено назначение адресной социальной помощи для более 600 тысяч человек. Также продлены сроки выплаченные пособия по инвалидности для 55 тысяч человек. Келесі маңызды басымдық халық табысын арттыру. 20 жылы 1 қаңтардан бастап президенттің тапсырмаларын орындау үшін мәдениет саласы және архив қызметкерлерінің, педагогтердің, әлеуметтік қызметкерлердің жалақысы орта есеппен 30%-ға арттырылды. Биылғы жылы 38 мен әлеуметтік қорғау қызметкерлерінің, 786 мен педагогтың, 19 мен медицина қызметкерлерінің жалақысын арттыру бойынша жұмыстар жалғасатын болады. Табысты арттыруды нәтижелі жұмыспен қамтудың ерекше маңызға ие. 20 жылы халықтың жұмыспен қамтылуын қамтамасыз етуге бағытталған шұғыл шаралар кешені қабылданды. Бірінші, 649 мың адам еңбек мемлекеттік бағдарламасына қатысты. Қатысушылардың 3-тен 1-нен артық бөлігі жұмыссыз жастарды құрады, 32%. Барлығы 437 мың адам жұмысқа орналастырылып, оның ішінде тұрақты жұмысқа орналастырылғандары 319 мың, немесе 73%. Кәсіпкерлік бастаманы қолдау шеңберінде 12-де 7 мың жеңілдікпен кредит және жаңа бизнес идеяларды іске асыруға шамамен 45 мың грант берілді. Оның ішінде көпбалалы және табысы аз отбасыларға 1400 микрокредит берілді. Микрокредит алушылар қосымша 14 мыңға жуық жаңа жұмыс орындарын құрды. Субсидияланатын жұмыс орындарына 210 мың адам жұмысқа орналастырылды. Бұл ретте айта өту керек, Ақмола және Алматы облыстарының 10 тәжірибесін. Онда субсидияланатын жұмыс орындарының мерзімдері аяқталғаннан кейін қатысушылардың 75%-ы тұрақты жұмысқа орналастырылды. Алайда кейбір өңірлерде бұл көрсеткіш 40%-дан аспайды. Ең төменгі көрсеткіштер бұл Алматы, Нұр-Сұлтан және Шымкент қалаларында. Екінші, жұмыссыздықтың алдын алу мақсатында былтырғы жылы жаңа дағдарысқа қарсы шара жұмыспен қамту жол картасы қабылданып іске асырылды. Жол картасы 6700 инфрақұрылымдық жоба іске асырылу кезінде 239 мыңнан адамды жұмыспен қамтуын қамтамасыз етті. Үшінші, мемлекеттік бағдарламалар мен жеке бастамаларды іске асыру шеңберінде 559 мың жұмыс орны құрылды. Жалпы жыл қорытындысы бойынша 1,400,000 адамнан астам адам жұмыспен қамту шараларының қамтылды. Уважаемый Ералы Лукманович, на открытии первой сессии парламента главой государства поручено до конца первого полугодия текущего года обеспечить трансформацию государственных программ национальные проекты. В рамках данной работы должны быть учтены инициативы партии Нур-Отан, в соответствии с которыми на период 21-25 годы предусматривается создание порядка 1 800 000 новых рабочих мест. В октябре прошлого года на 4-м заседании НСОТ глава государства поручил разработать региональные карты занятости. На наш взгляд, они должны учитывать экономическую специализацию, перспективную отрасль и проекты регионов, предусмотренные в рамках нацпроектов и программ развития территории. Нами направлены предложения Минэкономики по структуре региональных карт, которые после их утверждения акимами должны быть учтены в единой информационной системе по мониторингу создания рабочих мест. Вместе с тем выявлен ряд вызовов для качественного мониторинга создания рабочих мест. Во-первых, все еще не определены плановые показатели по созданию рабочих мест на 2021 год в разрезе госпрограмм. Во-вторых, в госпрограммах ЭПРТ не декомпозирован плановый показатель по созданию постоянных и временных рабочих мест. Отсутствует соответствующая методика определения создания постоянных рабочих мест. В-третьих, часто трудоустройство на новые рабочие места не подтверждается наличием ОПВ и ИПН, других налогов и отчислений. С учетом изложенным нами предлагается центральным госорганам определить плановые показатели на 2021 год,
в разрезе регион с учетом предвыборной платформы Нур-Отан. Предусмотреть разрабатываемых нацпроектах обязательный индикатор по созданию рабочих мест, согласованных с Минэкономики и Минтрудом. Акиматом областей и городов республиканского значения разработать региональные карты занятости, согласованные с нами до 1 июля 2021 года. Для расширения охвата безработных мерами поддержки занятости обеспечить через центр занятости трудоустройство на 10% рабочих мест, создаваемых в проектах. Просим поддержать наше предложение, уважаемый Ералы Лукпанович. Также в текущем году запланированы следующие задачи и индикаторы. Первое. Активными мерами занятости планируется охватить более 700 тысяч человек. Не менее 85% детей-сирот будут трудоустроены центрами занятости населения. Доля занятых лиц с инвалидностью трудоспособного возраста будет доведена до 24%. Второе. Продолжится реализация дорожной карты занятости. Третье. Будет разработан национальный проект развития продуктивной занятости и массового предпринимательства. Реализация запланированных мер содействия занятости позволит не допустить рост безработицы с сохранением на уровне не более 4,9%. Важным приоритетом является обеспечение экономики страны квалифицированными кадрами. С каждым годом на рынке труда возрастает потребность в квалифицированной рабочей силе. На рынке труда структуры занятого населения около 21% людей работают не по той специальности, которую они получили в результате обучения. В текущем году Министерством введен атлас новых профессий и компетенций, востребованных на рынке труда, которые станут актуальными или появятся в ближайшие десятилетия. На сегодняшний день разработаны и утверждены основные элементы национальной системы квалификации. 36 отраслевых рамок, 580 профстандартов, 70 образовательных программ. В текущем году планируется законодательно урегулировать вопрос по системе сертификации работников, а также сформировать единый порядок подтверждения квалификации специалистов. Данные меры позволят обеспечить работодателей качественными трудовыми ресурсами, соответствующим запросам рынка труда, и будут способствовать непрерывному обучению в течение всей жизни. Алтынчы басымдық – лайықты еңбек жағдайларын қамтамасыз ету және еңбек құқықтарын қорғау. Біріншіден, еңбек заңнамасының сақталуына мониторинг және бақылау жүргізіледі. Былтырғы жылы 4400 жұмыс берушінің тексеру нәтижелері бойынша 7000-нан астам бұзушылық жойылды. 31000 жұмыскердің құқықтары қорғалып, оларға жалақы бойынша 4,2 миллиард теңге берешек төленді. Бірақ жалақы бойынша берешек әлі де орын алуда. Мәселен, ағымдағы жылы 70 кәсіпорында жалақы бойынша берешек 931 миллион теңгені құрайды. Жұмыскерлер алдындағы ең көп берешек Шығыс Қазақстан, Маңғыстау және Ақтөбе облыстарында қалыптасқан. Банкрот кәсіпорындар немесе 16 үстіндегі кәсіпорындағы берешек мәселесі әсіресе министрлікті бізді алаңдатады. Олардың үлесі жалпы сомадан 78%-ды құрап отыр. Еңбек қауіпсіздігі мен оны қорғау қамтамасыз ету 2007-нан астам кәсіпорын халықаралық стандарттарды енгізді, 3000-нан астам өндірістік объектілері аттестатталды, 15000-нан астам өндірістік кеңестер ішкі бақылауды жүзеге асырады. Өндірістегі жазатайым оқиғадан зардап шеккен адамдардың саны былтырғы жылы 2019 жылы 1430 болса, былтырғы жылы 1503-ке жұмыскерге дейін өсті. Зардап шеккендердің санының өсуі негізінен Батыс Қазақстан, Қарағанды, Қостанай облыстарынан байқалады. Ақмола және Шығыс Қазақстан облыстарында адам өлімімен аяқталған оқиғалар саны артып отыр. Үшіншіден, әкімдіктермен және әлеуметтік әріптестермен бірлесіп әлеуметтік әріптестік жүйесін күшейтуге бағытталған кешенді шаралар іске асырылуда. 2021 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша ұжымдық шарттармен 97% ірі және орта, шамамен 47% шағын кәсіпорындар қамтылған.
жұмыскерлердің қысқартылуына жол бермеу мақсатында өңірлер әкімдіктері мен кәсіпорындардың арасында 131 мың өзара ынтымақтастық туралы меморандум жасалды. Сонымен қатар Шымкент қаласында, Маңғыстау, Қарағанды, Батыс Қазақстан, Атырау облыстарында ұжымдық шарттармен жалпы қамтудың деңгейі төмен. Түркістан және Павлодар облыстарында меморандумдардың жасалу тіптен төмен. Облыс әкімдерінің орынбасарларынан еңбек қақтығыстарының алдын алу мәселелерін бақылауға алуды сұраймын. Жаңа бас келісім әзірленді. Қазіргі уақытта келісу аяқталуда. Оны қабылдау еңбек қатынастарын тең дамуын қамтамасыз етуге тиіс. Еңбек қауіпсіздігі және оны қорғау жөніндегі 2030 жылға дейінгі тұжырымдаманы әзірлеу аясында бір қатар маңызды міндеттер шешілетін болады. Сонымен бірге көші-қон процестерін реттеудің үлкен маңызы бар. Қолданыстағы көші-қон жүйесін жетілдіру мақсатында былтырғы жылы мамырда заңға келесі өзгерістер енгізілді. Қоныс аударушылар мен елімізге келетін этникалық репатрианттарға қолайлы жағдай жасау, жұмыс берушілердің шетелдік білікті жұмыскерлерді қазақстандық кадрлармен алмастыру міндеттемелері бойынша нормалар көзделді. Көші-қон қатынастарын одан әрі дамыту шеңберінде биылғы жылы негізгі міндеттерді біз айқындадық. Біріншісі ол Қазақстан Республикасының көші-қон саясатының 22-26 жылдарға арналған жаңа тұжырымдамасын қабылдау, қазақстандық жұмыскерлерді шетелге жұмысқа орналастыру және олардың құқығын қорғау бөлігінде тиісті жүйені енгізу, және үшіншіден кадрларда қазақстандық қамту кемінде 97% деңгейінде сақталатын болады. Цифровизация социальной трудовой сферы сегодня охватывает все направления работы министерства. Во-первых, на начало 2021 года оцифрованы уже 91% государственных услуг социально-трудовой сферы. В соответствии с поручением главы государства, в текущем году будут оцифрованы процессы назначения пенсии и пособий. Во-вторых, продолжится развитие портала социальных услуг, работа которого способствует снижению коррупционных рисков и росту качества оказываемых услуг. В-третьих, мы работаем над проектом цифровой карты семей. Проект направлен на автоматическое выявление семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В-четвертых, широко используются возможности электронной биржи труда. С ее помощью в прошлом году трудоустроено более 629 тысяч человек, из которых 66% нашли постоянную работу. В целях повышения кадрового потенциала казахстанцев запущено онлайн обучение. Так, на бирже труда через международную площадку Coursera было обучено 15 тысяч человек. Құрметті Ералы Лұқпанұлы, бүгінгі өзімнің баяндамамда былтырғы атқарылған жұмыстар бойынша және алға қойылған мақсаттар бойынша баяндадым. Оның ішінде былтырғы істе Біржан Бидайбекұлы бастаған әріптестермен бірге үлкен жұмыстар атқарды. Сондықтан осы сәтті пайдалана отырып, Біржан Бидайбекұлына әріптестеріме былтырғы атқарылған істерге алғысымды білдіремін. Және де қазіргі таңда әлеуметтік еңбек саласындағы қабылданатын шешімдермен үлкен жауапкершілік, маңызды біздің міндеттер тұр. Осыған байланысты біздің министрлік өз тарапынан елбасының, президенттің, үкімет басшысының министрліктің алдына қойған тапсырмаларын абыроймен атқарады деп сізді сендіргім келеді. Алдымызға қойылған мақсаттардың барлығын біз білеміз. Әрбір әлеуметтік саланың қызметкерлерінің қажырлы еңбегі бұл еліміздің, халқымыздың жағдайының жақсартуына оң септігін тигізеді деп сенеміз. Сондықтан да алға қойылған мақсаттарды тапсырмаларды орындауға дайынбыз. Баяндама аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Жұмысымызды ары қарай жалғастырайық. Келесі баяндама Түркістан облысында табысы аз, мүгедектігі бар адамдарды әлеуметтік қолдау жөніндегі жұмыс жөнінде баяндама жасауды облыс әкімінің орынбасары Ұлан Қалмұханұлына сөз беремін. Рахмет. Құрметті Ералы Лұқпанұлы, құрметті мәжіліске қатысушылар.
Түркістан облысы 2018 жылы құрылған. Бүгінгі күні облыс тұрғындарының саны 3,1%-ға ұлғайып, 2 миллионнан астам адамды құрап тұр. Республика бойынша көпбалалы отбасылардың 1/3 бөлігі Түркістан облысының тұрғындары. Құрылған сәттен бастап 2019 жылы атаулы әлеуметтік көмекке республикалық бюджет есебінен 70 миллиард теңгеден астам қаражат бөлініп, халықтың 1/3 бөлігі атаулы әлеуметтік көмекпен қамтылды. Оның ішінде 60% көпбалалы отбасылар. 2020 жылы көпбалалы отбасыларға жәрдемақы берілгендіктен атаулы әлеуметтік көмек алатындардың саны айтарлықтай төмендеді. 2019 жылмен салыстырғанда атаулы әлеуметтік көмек алушылар саны 66%-ға азайып, 39 мың отбасыны құрады. Оларға 14 миллиард теңгеге жуық көмек берілді. Еңбекке жарамды 20 мыңнан астам атаулы әлеуметтік көмек алушылар жұмыспен қамту шараларымен қамтылды. Ал 214 адам өз ісін ашып, кәсіпкерлікті бастады. Олар қосымша 350-ге жуық жұмыс орындарын ашты. Мына 3-ші слайдта атаулы әлеуметтік көмек алушылар арасынан өз ісін ашып, кедейлік жағдайынан шығу үшін әрекет жасап жатқандарды мысал ретінде келтіріп отырмыз. Келесі слайд. Былтырғы жылғы атаулы әлеуметтік көмекпен қатар 45.429 балаларға 2,1 миллиард теңгенің азық-түлік жиынтықтары мен гигиеналық құралдар берілді. Аз қамтылған отбасылармен жұмыстар тек республикалық шаралармен шектелмей, 2020 жылы облыстық деңгейде жасалған қамқорлық бағдарламасы да іске асырылатын айта кету қажет. Бұл бағдарлама өмірлік қиын жағдайға тап болған отбасыларды кедейлік деңгейінен шығуға көмектесті. Ол үшін кедейлік жағдайы 1643 отбасы анықталып, олардың әрқайсысына көмек көрсету үшін арнайы жетекшілер тағайындалды. Нәтижесінде 500 миллион теңгеден астам демеушілік көмек алды. Материалдық көмек, азық-түлік жиынтықтары, медициналық көмек, тағы да басқа. Оның ішінде аз қамтылған 52 отбасы тұрғын үймен қамтамасыз етілді. Келесі слайд. Енді 2021 жылғы міндеттерге тоқталсақ. Мұқтаж азаматтарды әлеуметтік қолдау бойынша жұмыстар жасалатын болады. Атаулы әлеуметтік көмекпен 52.425 мың отбасы қамтылатыны жоспарланып отыр. Ол үшін республикалық бюджеттен 26,1 миллиард теңге қаралды. 77.837 бала азық-түлік және гигиеналық пакеттермен қамтамасыз ету жоспарланып отыр. Нәтижесінде табысы ең төменгі күнкөріс деңгейінен төмен халықтың үлесі 12,6%-дан аспайды. Жұмыспен қамтылған атаулы әлеуметтік көмек алушылардың үлесі 72,5%-дан төмен болмайтынын көзделіп отыр. Келесі слайд. Келесі мәселе, мүгедектігі бар азаматтарға көрсетілетін қолдауларға тоқталсам. Түркістан облысында 94.598 мүгедектігі бар азаматтар тұрады. Бұл облыс халқының 5% болса, республикадағы жалпы санының 14%. 2020 жылғы бюджеттен барлық көздерінен бөлінген қаржы алдыңғы жылдармен салыстырғанда 22%-ға көбейіп, 4,8 миллиард теңгені құрады. Келесі слайд. Нәтижесінде 16-дың жеке жоспары 83%-дан аса орындалды, 38 мыңнан астам қажет техникалық оңалту құралдары мен әлеуметтік қызметтер көрсетілді. Келесі слайд. Сонымен қатар 2020 жылғы еңбекке жарамды 2144 мүгедектігі бар адамдар жұмыспен қамтылды. Бұл 192% жоспардың. Келесі слайд. Түркістан облысында мүмкіндігі шектеулі азаматтарға қолжетімді орта құруға үлкен көңіл бөлінуде. Облыс бойынша паспорттаудан өткен 3428 нысандардың 84%-на адаптация жұмыстарын жүргізіп белгіленген. 2020 жылғы жоспарланған осы 2848 нысан реттелді, алайда әлі де кемшіліктер бар. Бұл бағыттағы жұмыстарды күшейту мақсатында сондай-ақ Түркістан қаласының жаңа қала ретінде кедергісіз қалаға айналдыру мақсат қойылып отыр. Осы ретте қолжетімді Түркістан кешенді шаралар жоспары дайындалып отыр.
оның ішінде мүгедек жандарды жұмысқа орналастыруға, қолжетімді ортаны қалыптастыруға, интернаттық мекемелерді мүгедектігі бар азаматтарға көрсетілетін қызметтердің сапасын көтеруге басымдық беріледі. Еңбек министрлігінің бастамасымен бүгінде әлеуметтік қызметтер порталы іске қосылды. 2020 жыл пилоттық режимде жұмыстар басталған 5000-ға жуық адам техникалық оңалту құралдарының 24 түрін санаторлық курорттық емделу, жеке көмекшілер мен тіл мамандары қызметтерін алды. 2021 жылы техникалық оңалту құралдары бойынша 4000-ға жуық өнім берушілер порталға тіркеліп, жұмыстар жасалған. Келесі слайд. Сонымен қатар стационарлық үлгідегі интернаттық мекемелердің қызметін жаңарту үшін Еңбек министрлігінің 22 ұсынымдары енгізілуде. Облыста бүгінгі таңда олардың ішінде 18 ұсынымы орындалды. 4-еуі орындалу барысында. Келесі слайд. Сөзінің соңында 2020 жыл мүгедектігі бар азаматтарға көрсетілетін қолдау барысында қабылданатын міндеттерге тоқталсам. Бірінші, жұмысқа орналастыру үшін 1334 кәсіпорындарда 3331 азаматқа квота белгіленді. Одан бөлек Түркістан облысы әкімдігінің бастамасымен мемлекеттік органдарда да квотадан тыс жұмыс орындарын белгілеу, әрі қарай жұмысқа орналастыру көзделіп отыр. Қазіргі кезде жұмыстар басталды. Екінші, мүмкіндігі шектеулі азаматтардың қажетті техникалық құралдармен және әлеуметтік қызметтермен қамту деңгейі 85%-дан кем болмауы тиіс деп отырмыз. Үшінші, қолжетімді орта құру мақсатында облыстағы 119 нысанда адаптациялау жұмыстарын жүргізу жоспарланып отыр. Төртінші, стационарлық үлгідегі интернаттық мекемелердегі мүгедектігі бар азаматтардың тамақтандыру процесі бәсекелік ортаға ауыстырылып, стандарттарын көтеру көзделіп отыр. Бесінші, бюджеттің барлық көздері есебінен, соның ішінде жеке инвестиция есебінен 11 миллиард теңгені құрайтын 5 нысанның құрылысы басталды. 2 оңалту орталығының және 3 арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталықтары. Биылғы жылдың соңына бір оңалту орталығы пайдалануға беріліп, қалған нысандар 2022 жылғы пайдалануға берілетін болады. Баяндаманы қорытындылай келе, мемлекеттік әлеуметтік саясатын қолдай отырып, қызметтерді сапалы көрсету барысында барлық мүмкіндіктерді қарайтын боламыз. Рахмет. Мына 119 нысанды бейімдеу деп жоспарлап отырсыздар, соңыңыз қаншаға сәйкес келеді? Барлығы сонда қалған 119 ғана ма сонда бейімдейтін орталығыңыз? Нысандарыңызды айтамын бейімде. Сол 119-ды адаптациялау жасаймыз, оны... Барлығы сол ғана ма деймін қалғаны? Қалған объектілеріңіздің бәрі сонда бейімделіп отыр ма бүгін? Жалпы бізде 83%-ға жетті бейімдеу мәселелері. Сонда қалған осы 119 ғой сонда? Қоғамдық ұйымдармен бірге жаңадан бәрін өтіп, оның толық сапасына келтіру үшін 119-ын толық 100% бейімдеуге жоспарлап отырмыз. Жалпы қанша керек дегенім ғой, ондай болатын болса? Жалпы мәселені белгілі, ол бейімдеу деген саны қанша, соны айтшы болды, басқа керек емес. Қаншасын бейімдеу керек, соның ішінде 119-ын жоспарлап отырсыздар, солай ма? 3000-ға жуық нысандар бар, оны жеке де жаңағы мемлекеттікте. Оның ішінде біз қазір 83% формалды түрде бейімделді деген сондай мәлімет болып отыр, бірақтан біз қоғамдық ұйымдармен бірге толық өтіп, оның 119-ын 100%-ға жеткіземіз деп қаланың орталықтарында. Қалған солай 119 деп қабылдаймыз сонда. Биылдың өзінде сол бейімдеуді 100%-ға жеткізіп, сіздер сұрақты жауабымыз деп отырсыздар, мен солай қабылдаймын. Солай ма, жоқ па? Солай. Солай, жақсы кіміз. Серік. Надо тексеру керек. Тағы да бір қараңыздар. Жақсы көрсеткіш, егер 300-ді жүзеге асқандай болатын болса, ана атаулы әлеуметтік көмекке де байланысты деректерің өте жақсы, әсіресе өткен жылмен салыстырғанда. Соны енді биылға да жоспарлап отыр екенсіздер, оны да қарау керек. Бір жағынан керемет көрсеткіш деп қабылдау керек. Екінші жағынан енді өткен жылмен, енді қазір 20 мен 21 жылдағы жоспарыңызда нақтылағаныңыз артық болмайды ғой деп ойлаймыз.
жасалынған жұмыстарыңыз қырауыр, елге үлгі болатындай шаруалар деп қарастырып отырмыз. Бірақ жаңағы деректеріңізді тағы да бір қарап шығыңыздар. Басқа аймақтардың бәрі осы мына Түркістанның АСП-ға байланысты, атаулы көмекке байланысты жасаған іс-әрекеттерін негізге алу керек қой деп ойлаймыз. Рахмет. Түсінікті, рахмет. Рахмет, Ұлан Қалмұханұлы. Келесі сөзді Шырақ мүгедек әйелдер қауымдастығының төрайымы, Тең қоғам орталығының басшысы Қалтаева Ләззат Молдабекқызына беремін. Ләззат Молдабекқызы Тең қоғам орталықтарының мүгедектігі бар адамдарды әлеуметтік қолдау жөніндегі қызмет туралы баяндайтын болады. Уважаемый Ералы Лукпанович, уважаемый Серик Жамбулович, разрешите, уважаемые участники, коллеги, разрешите рассказать о том, как был запущен и действует Центр социальной поддержки Тең қоғам. Следующий слайд, пожалуйста. Краткая информация о проекте. Проект основан на концепции Тең қоғам, Центра социальной поддержки Министерства труда и социальной защиты населения и проекта Ассоциации женщин с инвалидностью «Шарак», Центр поддерживаемой занятости. Проект был запущен в прошлом году, действовал 7 месяцев и получил финансирование 26 миллионов 292 тысячи тенге. Следующий слайд. По замыслу проекта цель его оказание поддержки лицам с инвалидностью с целью информирования, консультирования по вопросам социального обеспечения, а также повышения потенциала в области эффективного трудоустройства и занятости. Среди задач проекта оказание информационно-консультационной, юридической, психологической поддержки, содействие в трудоустройстве, повышение потенциала в областях поиска, занятости и удержания рабочего места, обучение лиц с инвалидностью бытовым и социальным навыкам с целью их эффективной адаптации в общество. Следующий слайд, пожалуйста. Что было сделано? Был открыт колл-центр, 2 линии, открыт фронт-офис, 3 консультанта, работают юрист, психолог, действует служба сопровождения при трудоустройстве, джоб-коучинг, и организовано обучение на мини-курсах, мастер-классах по пользованию порталом социальных услуг, по личностному росту, эффективному трудоустройству, предпринимательству и очень много других мини-курсов и мастер-классов. Следующий слайд, пожалуйста. Предполагается, что Центр своей актуальностью показывает создание условий для поддержки лиц с инвалидностью в реализации их потенциала, приобретения навыков максимальной самостоятельности и создания возможностей для их экономической независимости. Дополнительно проект улучшает доступ лицам с инвалидностью в получение цифровых государственных социальных услуг, таких как получение ЦП, работа на ЕГОВ, портале социальных услуг и многих других. Следующий слайд, пожалуйста. Здесь я могу сказать, что по мероприятиям были выполнены все мероприятия на 100%. Следующий слайд. Хотелось бы отдельно показать, что была разработана бизнес-система, в которой видно, как работает услуга, когда появляется клиент, есть колл-центр, консультанты центра, каким образом создается база знаний и так далее. Сейчас подробнее я смогу показать, как это работает. Следующий слайд. Колл-центр и фронт-офис получают запросы онлайн, офлайн, и все эти запросы автоматически фиксируются в автоматизированной CRM-системе Тең қоғам. Следующий слайд. Автоматизированная система работает таким образом, что каждый звонок, поступивший на колл-центр, либо посещение офлайн самого центра и посещение консультантов фронт-офиса фиксируется и автоматически начинается заполняться социальный паспорт на каждого человека, который обратился в этот центр. Таким образом, автоматически можно выгружать все данные и делать аналитику по тому, с какими вопросами обращаются, в какой области и так далее. По каждым вопросам, которые агрегируются в определенные сферы, например, образование, жилье и так далее, затем создается целый такой блок вопросов, по которым идет работа далее. Это уже работа внутренняя для того, чтобы мы создавали базу знаний. Следующий слайд.
Каждый человек, который посчитал, что ему недостаточно просто какой-то справочной информации онлайн, может прийти в центр и получить консультации юриста и психолога. Далее. Идет сопровождение, которое мы называем система джоб-коучинга. Есть у нас целая команда, где есть специалист по профориентации. Это система, которую мы взяли из международного опыта, которая рассматривает способности и возможности человека работать на открытом рынке труда с учетом его профессионального бэкграунда и его особых потребностей. Есть специалист, который составляет план и позволяет человеку по этому плану искать работу, находить ее, вести работу с работодателями и так далее. И есть отдельный специалист, который работает с работодателями, ищет их, привлекает их, продвигает интересы и права лиц с инвалидностью как работников, как потенциальных сотрудников компании. Следующий слайд. У нас проходят, как я уже сказала, мини-курсы, мастер-классы, проходят обучение постоянное, которые позволяют выявить сильные стороны и затем уже направлять на профессиональные курсы, уже более такие весомые, длительные, на которых уже человек наращивает свой потенциал как профессионал. Следующий слайд. Мы развиваем на мастер-классах различные навыки, это бытовые, самообслуживание, как я уже сказала, работы с электронными порталами и так далее. Мы работаем, психологи работают как индивидуально, так и на различных тренингах. Это работа со страхами, повышение самооценки, написание резюме, поиск сохранения рабочего места и так далее. На самом деле, действительно, список этих мастер-классов, он очень большой. Следующий слайд. Мы разрабатываем информационные материалы, которые необходимы, которые постоянно запрашивают наши услугополучатели. И эти материалы мы размещаем как в электронном виде на наших социальных сетях, так и распечатываем и распределяем, распространяем их среди наших услугополучателей. Здесь два флайера, которые мы просто как пример показали. Следующий слайд. Как я уже говорила, вопросы, которые аккумулируются в колл-центре и в фронт-офисе, мы распределяем по сферам, и затем регулярно, каждый месяц мы приглашаем представителей госорганов, акимата города Алматы, которые дают развернутые ответы сотрудникам колл-центра. Таким образом наращивается база знаний, база данных, и именно эта информация проверена, актуальная, полученная из официальных источников, затем преподается нашим услугополучателям. Мы здесь показали, что были уже встречи за 4 месяца, когда уже были сняты такие жесткие карантинные меры с управлением жилья, управлением образования, социального благосостояния, понятно, медико-социальной экспертизы, а также Жилстройсбербанком, университетами города Алматы. Мы проводим также и мотивационные встречи, это часть психологической реабилитации, в которой наши услугополучатели встречаются с известными блогерами, звездами, спортсменами, и людьми с инвалидностью по принципу равный равным, рассказывают о том, как они достигают поставленных целей в своей жизни. Следующий слайд, пожалуйста. По результатам проекта с июня по ноябрь получило услуги 337 человек, 14 на ноябрь было трудоустроено, сейчас я могу сказать, что уже 25 человек. И если кажется, что эта цифра недостаточно большая, то я могу сказать, что наш центр ставит свою целью трудоустройство людей не в организациях людей с инвалидностью, не в некоммерческом секторе, как это принято, в принципе, у нас, а исключительно на открытом рынке труда. Так, например, одна из услугополучательниц, которая получила работу в онлайн-шахмат-школе, которая сейчас, кстати, занимает, по-моему, одну из верхних позиций в Forbes, она сейчас обучает, девушка на коляске, она сейчас обучает шахматам, и у нее ученики появились и в Лос-Анджелесе, и в Нью-Йорке, и по всему миру, так как она владеет еще и английским языком. То есть только на этом примере я хочу сказать, что, конечно, мы стараемся, чтобы
мы устраивали людей не только в количественном плане, но и в качественном. И стараемся поднять планку как среди наших услугополучателей, так и ломать стереотипы у работодателей. Следующий слайд, пожалуйста. По перспективам проекта, так было заявлено акимом города Алматы в прошлом году, что планируется открытие центров социальной поддержки Темкугам и в районах города Алматы, так как из далеких районов к нам люди приезжают, и, наверное, это имеет смысл. Планировалось открытие центра социальной поддержки Темкугам для семьи и родителей детей с инвалидностью. Мы думаем, и уже в планах у нас интеграция нашей деятельности с деятельностью Центра занятости более плотно, для того, чтобы мы могли нашими базами данных оперировать взаимно. Следующий слайд. И, наконец, долгосрочный социальный эффект. Мы повышаем социализацию лиц с инвалидностью, потенциал для трудовой деятельности, а самое главное, экономической самостоятельности. Снижаем уровни инвалидизации за счет информирования, социальную напряженность, риски дискриминации, риски домашнего насилия в отношении лиц с инвалидностью. Следующий слайд. Все. Спасибо большое за внимание. Рахмет, Ләззат Молдабекқызы. Біз осы тәжірибені алдағы басқа 15 өңірде де іске асырамыз деп жоспарлап отырмыз, Ералы Лұқпанович. Сондықтан өте жақсы тәжірибе. Арғы жұмысымызды жалғастыратын боламыз. Ендігі сөз өңірдегі жұмыспен қамтуға жәрдемдесу және еңбек қатынастарын реттеу мәселелері туралы баяндау үшін сөз Қарағанды облысы әкімінің орынбасары Абзал Нүкенұлы Нүкеновке беріледі. Құрметті Ералы Лұқпанұлы, құрметті Зерік Жамбылұлы, құрметті алқа мүшелері, облыста жұмыспен қамтуға жәрдемдесу шараларын көрсету үшін еңбек бағдарламасының, жұмыспен қамту жол картасының және басқа да мемлекеттік бағдарламалардың барлық әлеуеті пайдаланылады. 2020 жылы жұмыспен қамту шараларымен 50 мыңнан астам адам қамтылды, оның ішінде 44 мыңға жуығы жұмысқа орналастырылды. 2020 жылға жоспарланған индикаторларға қол жеткізілді. Мемлекеттік және салалық бағдарламалар шеңберінде шамамен 35 мың жаңа жұмыс орны, немесе 105,8%, оның ішінде 19,5 мың тұрақты жұмыс орны құрылды. Қабылданған жұмыспен қамту жол картасы аясында 62 миллиард теңге сомасына 622 жоба іске асырылды. 16 мыңнан астам жұмыс орны құрылды, немесе 101,2%. Оның ішінде жұмыспен қамту орталықтарының жолдамасы бойынша 8033 адам. Жобалар аяқталғаннан кейін 503 тұрақты жұмыс орны құрылды. Жалпы карантиндік шараларға қарамастан еңбек нарығындағы жағдай тұрақты. Қабылданған шаралар жұмыссыздық деңгейін 2020 жылғы 4-ші тоқсанда 4,5%-ға деңгейінде сақтауға мүмкіндік берді. 2021 жылға еңбек бағдарламасын іске асыруға 4,5 миллиард теңге бөлінді. 35 мыңнан астам адамды жұмыспен қамту жоспарлануда. 2021 жылға арналған жұмыспен қамту жол картасы бойынша 22,9 миллиард теңге, оның ішінде несиелендіруге 1,6 миллиард теңге қарастырылып отыр. 21,2 миллиард теңгеге 19 жобаны іске асыру жоспарланған, 425 жұмыс орнын құрылады. Оның ішінде жұмыспен қамту орталықтары арқылы 214 адам жұмысқа орналастырылады. Құрылыс аяқталғаннан кейін 801 адам тұрақты жұмыс орындарына орналастырылатын болады деп жоспарлап отырмыз. Барлық мемлекеттік бағдарламалар шеңберінде 33 мыңнан астам жаңа жұмыс орны құрылады, оның ішінде 20 мың жұмыс орны тұрақты. Облыста әлеуметтік және еңбек қатынастарын тиімді реттеу мақсатында әлеуметтік әріптестік пен әлеуметтік және еңбек қатынастарын реттеу жөніндегі облыстық, қалалық және аудандық үшжақты комиссиялар жұмыс атқаруда. 2020 жылы облыстық үшжақты комиссияның 5 отырысы және оның жұмыс тобының 6 отырысы өтті. Жыл бойы топтар 22 мәселені, оның ішінде 13 әлеуметтік еңбек сипатындағы мәселелер қаралды. Қарағанды облысының әкімі кәсіподақтар бірлестіктері, кәсіпкерлер қауымдастықтары мен жұмыс берушілер арасындағы 21-23 жылдарға арналған облыстық келісімнің жобасын әзірлеу бойынша жұмыс басталды. Тараптардың өкілдері мен өкілеттіктерді растау бойынша жұмыс жүргізуде. Еңбек жанжалдарының
туындауы мүмкін тәуекелдерді анықтау мақсатында еңбек ұжымдарындағы жағдайға тұрақты бақылау және олардың экономикалық қызметіне мониторинг жүргізіледі. Анықталған барлық наразылықтар әзірленген еңбек тәуекелдері картасына негіз болды. 2020 жылы облыста жалақы деңгейіне іс-сапар шығындарын төлеу және басқа да әлеуметтік төлемдерге байланысты Транка Жезқазған жауапкершілігі шектеулі серіктестігінде бір еңбек жанжалы тіркелді, қақтығыс реттелді, жұмыскерлердің барлық талаптары бойынша келісімдерге қол жеткізілді. Жалақы төлеу бөлігінде қызметкерлердің еңбек құқықтарының бұзылуына жол бермеу мақсатында апта сайын жұмыс тобының және дағдарысқа қарсы штабтың отырыстары өткізіліп отырады. 2020 жылы 10 кәсіпорында 74,4 миллион теңге көлемінде 324 жұмыскер алдында жалақы бойынша берешек өтелді. Бүгінгі таңда 3 банкрот кәсіпорын, 131 адам жұмыскер алдында 61,8 миллион теңге жалақы бойынша берешегі бар. Сонымен қатар, жалақы бойынша берешектің пайда болу тәуекелдерінің алдын алу мақсатында міндетті зейнетақы жарналары мен әлеуметтік аударымдардың берешегін анықтау бойынша жұмыс алгоритмі әзірленді. 2020 жылы еңбек заңнамасының бұзу фактілері бойынша азаматтардың 3755 өтініші қарастырылды, 743 тексеріс жүргізілді, оның ішінде 459 бұзушылық анықталды. Әкімшілік жауапкершілікке 68 заңды және жеке лауазымдық тұлғалар тартылды. Айыппұлдар көлемі 11,7 миллион теңгені құрады. 2020 жылда 260 адам зардап шеккен және өкінішке орай 35 адам өлімімен аяқталған 213 жазатайым оқиға болды. Жазатайым оқиғалардың басым бөлігі ArcelorMittal Теміртау, Қазақмыс корпорациясы, Шұбаркөл көмір, Алтын көмір сервис және басқа да ірі кәсіпорындарда тіркелген. Жүргізілген талдау көрсеткендей, жазатайым оқиғалардың ең көп саны 3 жылға дейін жұмыс өтілі бар қызметкерлермен болады. Бұл қауіп фактылары жұмыс беруші тарапынан тиісті бақылаудың және еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау жөніндегі нұсқау берудің болмауы кезінде орын алатыны анықталып отыр. Өндірістік жарақаттанудың төмендету бойынша жұмыс тиісті жол картасы және қауіпсіз еңбек бағдарламасы шеңберінде жүргізілуде. Жарақаттанудың алдын алуда 1489 бас техникалық инспектормен бірлесіп жұмыс істейтін 1128 өндірістік кеңеске ерекше рөл берілген. 160 кәсіпорында ұқсас ISO халықаралық және ұлттық стандарттарды енгізілген. 5 кәсіпорын Vision Zero бағдарламасына қатысады. 101 кәсіпорында өндірістік объектілерді еңбек жағдайлары бойынша аттестаттау жүргізілді. 31 кәсіпорында халықтық бақылау жобасы енгізілді. Цифрлық Қазақстан бағдарламасы аясында облыс кәсіпорындары жер асты бейне бақылау жүйесін пайдалана отырып, кезең-кезеңмен электрондық форматқа көшуде. Кәсіпорындардың жарақаттану жөніндегі қызметін ынталандыру мақсатында сенім сертификаты беріледі. Өндірістік жарақаттардың өсуіне жол берген 6 кәсіпорында профилактикалық бақылау жүргізіліп отыр, үнемі бақылауда. Еңбек адамының құқықтары мен мүдделерін қорғау, сондай-ақ жарақаттанудың алдын алу және еңбекті қорғау мақсатында кәсіподақ орталығымен өзара ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойылды. 2020 жылдың қорытындысы бойынша мониторингте 4277 ұжымдық шарт көрсетілген. Оның ішінде 159 ірі кәсіпорындарда, 425 орта, 3693 шағын кәсіпорын. Түсіндіру жұмыстарына баса назар аударылады. 2020 жылы облыс кәсіпорындарында 766 кездесу өткізілді. Бұқаралық ақпарат құралдарында Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасының нормаларын қолдану мәселелері бойынша 141 мақала жарияланды. Instagram, Facebook, әлеуметтік желілерінде халық үніне құлақ асатын мемлекеттік тұжырымдамасы аясында кесте бойынша онлайн тікелей эфирлер өткізіледі. Instagram, Facebook, әлеуметтік желілерде адал көмек жобасы аясында 11 тікелей эфир өткізілді. Еңбек инспекциясы жөніндегі басқармасының әлеуметтік желілердегі ресми сайттарында және парақшаларында еңбек KZ сұрақ жауап айдары бар. Онда кез келген адам сұрақ қоя алады. Уәкілетті орган сотқа талап арыз жасаған кезде заң көмегін көрсетеді. Сонымен қатар, құрметті әріптестер, республикалық деңгейде шешуді талап ететін бір қатар проблемалық мәселелерді атап айтсақ, бірінші мәселе еңбек бағдарламасының бірінші бағыт шеңберінде қысқа мерзімді кәсіптік оқытудың құнын айқындау жөніндегі бекітілген әдістеменің болмауы. Осы жақтан бізге орталықтан көмек қолдау қажет. Екінші мәселе
заңнамалық актілерге өзгерістер енгізуді талап ететін мәселелер бар. Бұл санаторий курорттық емделу кезіндегі бірінші топтағы мүгедек адамдарды және мүгедек балалардың еріп жүрушілерінің болмауы. Келесі мәселе, сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне жол бермеу мақсатында еңбек қызметіне байланысты жазатайым оқиғаны тергеп тексеру кезінде пайыздық арақатынаста кінә дәрежесінің межесін айқындау жөніндегі әдістемені әзірлеу орынды деп санаймыз. Бұл бойынша министрлікпен тиісті жұмыстар жүргізіп жатырмыз. Регрестік үшінші мәселе, бұл регрестік төлемдерді ұлғайту мәселесі шешілген жоқ. Бұл оқтын бізде көтеріліп тұратын мәселе. Министрліктің және мүдделі мемлекеттік органдардың халықтың осал топтарын әлеуметтік қорғау тетіктерін жетілдіруге және кәсіпорын қызметкерлерінің құқықтарын қорғауға бағытталған осы мәселелерді шешуге жәрдемдесулеріңізді сұраймыз. Қолдау көрсетулеріңізді сұраймыз осы мәселелер бойынша. Жалпы баяндама аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Рахмет, Абзал Нүкенұлы. Баяндамашылардан мен сұрайтын регламентті сақтасақ, келесі сөз қызметкерлердің еңбек құқықтары өте маңызды мәселе. Соның сақталу жөніндегі баяндаманы Қазақстан Республикасы Кәсіподақтар одағының төрағасы Сатыбалды Телеғасұлына сөз беріледі. Сатыбалды Телеғасұлына Қарағанды облысына байланысты. Жасаған жұмыстарыңыздың ауқымдарын бәрін жан-жақты көрсетіп отырсыздар. Бірақ сол жасаған жұмыстарыңыздың ауқымына сәйкес көрсеткіштеріңізде сәйкес келу керек қой. 31 өткен жыл болған, 35 биыл. Егер нақты жұмыстарыңыз болатын болса, ол көрсеткіштеріңіз ашығын айтқанда төмендете түсу керек еді. Сондықтан оның бәрін ескеру керек. Ірі компаниялармен қайтадан жұмысты қайта қарастыру керек. Өткенде айттық қой, РЖ-дің үлкен жобасы бар, нақты тәжірибелері бар. Соны енгізу керек. Акциялар Митлаға да енгізу керек, Қазақмысқа да енгізу керек оны. Жылда-жыл шығып, жаңа болған фактілерді ғана айтып отырған ол қажет емес. Нақты шаралар керек. Соны қайтадан қарастырыңыздар. Дұрыс, Ералы Лұқпанұлы, рахмет, өте орынды ескерту. Бұл қынжылтатын мәселе, бірақ биыл кішкентай статистиканы айта кетейін, жаңа жұмыстың нәтижесі. Әрине бұл үлкен көрсеткіш емес, дегенмен қаңтар айының нәтижесі бойынша бізде жағдайлар бойынша былтыр 34 болса, биыл 27, өлім жағдайы 2 есе азайған. Енді жұмыс жалғастырамыз. Әрине бұл да көрсеткіш емес, шын айтайын. Сондықтан жұмыс жалғастырамыз. Қайырлы күн, құрметті Ералы Лұқпанұлы, Серік Жамбылұлы, құрметті әріптестер. Проблемы в сфере соблюдения трудовых прав работников общеизвестны. Это доходы граждан, задолженность, безопасность труда, занятость, социальные гарантии. За всем этим стоит социальное самочувствие людей, их уверенность в сегодняшнем и завтрашнем дне. Нельзя считать сегодня рынок цивилизованным, когда работники месяцами не получают заработную плату, а хозяева при этом имеют приличную прибыль. Несмотря на улучшение ситуации с погашением задолженности по заработной плате, проблема ее невыплаты в установленный срок остается в стране актуальной. Особенно остро сейчас эта проблема стоит в сфере малого бизнеса. По данным министерства, сохраняется задолженность в размере 931 миллион тенге перед 2000 работниками. Қазақша айтқанда, жалақыны уақытылы төлемеу бұл жұмыскердің адал еңбегімен тапқан ақшасын ұрлау деген сөз. Бұл шынына келгенде өте ауыр қылмыс. Поэтому Федерация профсоюзов считает необходимым законодательно решить вопрос об ужесточении наказания за задержку и невыплаты заработной платы. По данным мониторинга Федерации профсоюзов, в республике за период с 1 января по настоящее время зафиксировано 22 трудовых конфликтов. Незаинтересованность работодателей в партнерском отношении, злоупотребление, эгоизм собственников, экономическая незащищенность послужили детонатором трудовых конфликтов во многих регионах нашей страны. В то же время надо сказать и о том, что имеются внешние силы, раскачивающие ситуацию и подталкивающие работников бастовать. Пользуясь случаем, хочу обратиться к работникам. И боритесь с несправедливостью через профсоюзы. Это самый надежный способ защиты, и он сегодня реально работает.
причины трудовых конфликтов и предложения по решению проблемных вопросов, поднимаемых трудовыми коллективами, были озвучены Федерацией профсоюзов на совещании по вопросам предупреждения разрешения трудовых конфликтов 23 февраля текущего года и были поддержаны правительством и включены в соответствующий протокол. Құрметті Ералы Лұқпанұлы, кәсіподақтардың осы ұсыныстарын қолдағаныңызға өз ризашылығымызды білдіреміз. Уважаемые коллеги, к сожалению, сегодня большая часть малоимущего населения нашей страны – это работающая беднота. Действительность демонстрирует серьезные противоречия в сфере заработной платы. Значительную роль в этом играет сдерживание минимального размера оплаты труда. Такая ситуация противоречит мировой практике. По рекомендациям Международной организации труда минимальный размер оплаты труда должен составлять порядка 150% прожиточного минимума. Мы уже много лет слышим от разных деятелей аргументы о том, что эти решения принимать нельзя. Смысл этих заезженных уже аргументов следующий. В стране денег нет, резко повышать зарплату – это повысить инфляцию, нельзя вводить налоги для богатых, они разбегутся, упрощение процедуры забастовок ввергнет страну в хаос и так далее. Мы, да, и до сих пор прислушивались к этим аргументам, но что печально, положение-то не меняется от этого. Поэтому на нынешнем этапе развития нашей страны необходимо серьезные изменения в экономической политике, и они должны в первую очередь касаться размера доходов работников. Его нужно увеличивать. Это позволит увеличить потребительский спрос, что в свою очередь может привести к росту инвестиционной активности. Необходимо поэтапно повысить минимальный размер оплаты труда на уровень не ниже 50% от средней заработной платы. Это можно осуществить через введение дополнительного налогообложения наиболее обеспеченных слоев нашего общества, а также, чтобы смягчить этот переход, можно ввести временные меры налогового стимулирования, что даст возможность предприятиям повысить фонд оплаты труда за счет экономии на налоги. Надо просто сегодня всем нам понять, что работникам нужен рост доходов и право культурно выяснять отношения с работодателем. И дело не в снижении социальной напряженности в нашей стране. Речь идет о восстановлении социальной справедливости и доверия работников к государству в целом. Еще одна проблема касается относительно стабильной последние несколько лет бюджетной сферы. Систематическое повышение заработных плат, законодательное закрепление профессиональных статусов отдельных категорий квалифицированных работников, конечно же, нас всех радует. Вместе с тем имеется ряд вопросов. Первое. Об установлении отраслевой принадлежности специалистов, работающих в смежных отраслях, медиков в учреждениях образования и культуры, педагогов в организациях здравоохранения. Второе. О разрыве в уровне доходов квалифицированных специалистов и технических работников. И это происходит внутри коллективов, что создает почву для возникновения трудовых конфликтов и социальной напряженности. В связи с этим считаем необходимым обратить внимание на пересмотр системы оплаты труда в бюджетной сфере в целом, в том числе по замене базового должностного оклада на минимальную заработную плату, провести ревизию нормативно-правовой базы и методик расчета. Уважаемые коллеги, как вы знаете, в декабре 2020 года был принят закон Республики Казахстан о внесении изменений и дополнения некоторых законодательных актов по вопросам оказания услуг по предоставлению персонала. В соответствии с данным законом размер основной заработной платы работников направляющей стороны должен быть не ниже размера основной заработной платы работников принимающей стороны по аналогичной должности. Однако уже сегодня есть организации, которые нарушают данную норму закона. Например, по информации отраслевого профсоюза угольщиков «Казугольпроф», такой случай был выявлен на угольных шахтах АО «ArcelorMittal», где работники ТО ДДС Плюс получают заработную плату меньше штатных работников ArcelorMittal. В этой связи просим Министерство труда принять соответствующие меры реагирования. Уважаемые коллеги, не менее важным вопросом является обеспечение работников безопасными условиями труда. К сожалению, несчастных случаев на производстве, в том числе со смертельным исходом, пока избежать не удается. Более того, в 2020 году по сравнению с 2019 произошел рост несчастных случаев, в том числе со смертельным исходом.
проведенный нами анализ несчастных случаев со смертельным исходом показал, что из 92 предприятий, где произошли несчастные случаи со смертельным исходом, в 163 предприятиях доказана вина работодателя. На 134 предприятиях отсутствует профсоюзная организация. Соответственно, не было общественного контроля, не созданы производственные советы. В связи с чем предлагаем проработать на законодательном уровне вопросы организации совместного проведения проверок по формату государственный инспектор труда, технический инспектор по безопасности труда, наделение дополнительными полномочиями технических инспекторов по безопасности труда. Еще один момент касательно инспекции труда. В современных условиях трудовые инспекции должны вырабатывать более эффективные способы по обеспечению достойных условий труда. В первую очередь с помощью профилактических мер, консультаций, разъяснительной работы и, безусловно, с применением мер административного воздействия. Как они могут это сделать, если сегодня на 23 тысяч работников приходится всего лишь один государственный инспектор по труду? В целях обеспечения прав работников на достойные условия труда считаем необходимым в ближайшее время рассмотреть вопрос об увеличении численности государственных инспекторов труда до уровня соответствующих международным стандартам и передать инспекцию труда в ведение Министерства труда, а также внести изменения и дополнения действующей законодательства части моратория, наложенной на проверки малого и среднего бизнеса, который сильно ослабил систему госконтроля в сфере труда. Отрицательные результаты этого моратория налицо. Федерация профсоюзов считает необходимым сделать исключение по показаниям проведению проверок в части невыплаты заработных плат и обеспечения безопасности труда работников. Сегодня, уважаемые коллеги, сегодня в стране реализуется достаточно много государственных программ и большими объемами финансирования, однако их эффективность по-прежнему недостаточна. Самый яркий пример – программа переселения. На сегодня в приоритете сельские территории, где работники и их семьи, однако, задерживаются не всегда. Считаем целесообразным интегрировать систему планирования государственных программ, связанных с внутренней трудовой миграцией и переселением не только малонаселенными территориями, но и с крупными производственными, основными поставщиками рабочих мест. При этом необходимо обеспечить господдержку производственным учебным центрам и корпоративным университетам, проводить подготовку и обучение переселенцев на местах. Наработки в области социального партнерства в настоящее время испытываются на прочность кризисными явлениями в мировом хозяйстве. Необходимо существенное обновление механизмов соцпартнерства в связи с новыми реалиями для соответствия потребностям и возможностям развития экономики и общества. Вместе с тем, несмотря на новые факторы трансформации, социальное партнерство продолжает играть положительную роль, и в этом немалая заслуга Министерства труда. Однако социальное партнерство нуждается в дальнейшем совершенствовании. Мы уже внесли ряд существенных предложений по этому вопросу, и развитие этих мер предлагаем областным акиматам ежегодно проводить информационно-аналитические обзоры деятельности работодателей по регулированию социально-трудовых отношений и по итогам называть лучшие предприятия и тех, которые не выполняют принятые на себя обязательства. При этом эти результаты учитывать в размещении государственных заказов проведения тендеров. Уважаемые коллеги, профсоюзы, связанные с работниками бесчисленными нервущимися нитями, кровно заинтересованы в соблюдении трудовых прав работников и в сильной экономике в нашей стране, с множеством рабочих мест, хорошими заработными платами. Что хорошо для наших людей и для нашей страны, это хорошо для профсоюзов. С сознанием этого простого факта мы будем жить на родной земле и действовать дальше во имя человека труда. Құрметті Ералы Лұқпанұлы, алдағы уақытта да министрлікпен бірлесе отырып еңбек қатынастарын реттеу бойынша жұмыскерлердің еңбек құқықтарын қамтамасыз ету жөнінде ауқымды істерді жүзеге асыратынымызға сенімдімін, және де осы жұмысты министрлік бірге жалғастырамыз деп ойлаймын. Рахмет. Рахмет Сатыбалды Телеғасылына рахмет айтайық. По ряд вопросов были подняты, в том числе по размеру дохода и ряд других вопросов. Все это я вас прошу принять участие сейчас в обсуждении социального кодекса.
оған тікелей қатысу керек, араласу керек. Қазір 500-ден аса ұсыныстар келді. Соған профсоюз мүшелері бәрі қатысқандар дұрыс болады ғой деп ойлаймыз. По Карагандински региону, по ArcelorMittal ряд конкретных фактов было названо. Я прошу министерство, значит, разобраться по этому факту. Прошу принять все необходимые меры. По, значит, созданию профсоюзных организаций, я думаю, крайне важный вопрос. Я сам работал и знаю, что там, какие процессы. Есть структуры, которые сегодня просто не заинтересованы в этом. Поэтому я абсолютно этот вопрос поддерживаю. Поэтому здесь тоже надо будет. По инспекции труда, это вопрос, вы знаете, тогда предварительно на уровне премьер-министра мы вопросы тогда. Он докладывал на уровне РОШ администрации президента. Министр докладывался, этот вопрос тоже был поднят. Значит, передачи с регионов, наверное, есть здесь, я думаю, определенная логика и, наверное, необходимость. Я думаю, еще глубже надо проанализировать. Если такая необходимость есть, я прошу министра этот вопрос поднять, и мы готовы его поддержать. Но я прошу еще раз проанализировать эффективность работы во всех регионах. Бүгінгі жиынға Атамекен ұлттық кәсіпкерлік палатасының төрағасының бірінші орынбасары Нариман Ақтыбайұлы қатысып отыр. Құрметті Нариман Ақтыбайұлы, бастау бизнес жобасын іске асыру және мемлекеттік қатысуымен мемлекеттік ұйым құру туралы ойыңызды ортаға салсаңыз. Құрметті Ералы Лұқпанұлы, депутаттар, алқа мүшелері, Атамекен кәсіпкерлер палатасы еңбек мемлекеттік бағдарламасы аясында 2017 жылдан бастап халықты кәсіпкерлік негіздерге оқытуға, сондай-ақ олардың бизнес жобаларын сүйемелдеуге бағытталған бастау бизнес жобасын іске асыруда. Жоба жұмыссыз жастар, жас отбасы мүшелері, көп балалы, аз қамтылған және еңбекке қабілетті мүгедектер үшін қолжетімді болған сәттен бастап жобаның әлеуметтік маңыздылығы жылдан жылға артып отыр. Жобаның нысаналы көрсеткіштері бойынша өткен жылы бұл 20%-ды құрастырса, 2021 жылға бұл көрсеткіш 30%-ға дейін жетіп отыр. Жалпы 2017-2020 жылдары бастау бизнес жобасын 151 мың түлек тәмамдаған. Бұлар енді жаңағы кәсіпкерлік негіздерге толығымен оқытылып отыр. Оқытылғандар ішінен 4 жылда 44 мыңнан астам жоба іске қосылды. Оның 36%-ы микронесиелер есебінен және 64%-ы еңбек бағдарламасы шеңберінде грант есебінен қаржыландырылып отыр. Сала бойынша ауыл шаруашылық саласында 59% жоба және 41% бизнестің ауыл шаруашылығы емес түрлерін дамыту болып табылады. Бұл жаңағы сауда, өндіріс және сауда саттық. 4 жыл ішінде 60 мыңға жуық жұмыс орны құрылды. Бизнес ашқан тұлғалардың 93%-ы тұрақты салық төлеп отыр. 2017 жылдан бастап 2020 жылға дейін 1,4 миллиард теңге сомасында салық төленіп отыр. Шағын және орта бизнес өсімі 2020 жылы 3,7%-ды құрады. 2020 жылы елдегі эпидемиологиялық жағдайға байланысты жоба қысқа мерзімде онлайн форматқа ауыстырылды және толығымен онлайн оқыту арнайы әзірленген Атамекен Академия платформасында жүргізілді. 2020 жылғы жоспар бойынша 30 мың адам бола тұра 33 мың адам оқыттық. Қажеттілікке байланысты Түркістан, Жамбыл облыстары және Шымкент қаласында қосымша 3183 адам бастау бизнесті тәмамдады. 2020 жылдың қорытындысы бойынша 14 мың жоба қаржыландырылды. Қаржыландырылған жобалар құрылымында ең көп үлесті грант қаржыландыру болып табылады. Бұл 87% және 13% бұл жаңағы ауыл шаруашылық қаржылай қолдау қоры және агронесиелік корпорация желісінен беріліп отыр. 2021 жылға жоспар 30 мың адам оқытайық деп жатырмыз. 2021 жылы бизнесті ашу кеңейту бойынша көрсеткіштер оқытылғандар кемінде 30%-ды құрайды. 2021 жылы бастау жобасын іске асыру бойынша жаңа тәсілдер енгізілетін болады. Бұл оқыту микронесие берумен байланысты жүргізілетін болады. Бұл дегеніміз қазіргі таңда біз тек қана оқытсақ, осы 2021 жылда микроқаржылық ұйымның құруына байланысты оқытамыз, несие береміз және 36 ай ішінде сүйемелдейтін боламыз. Ағымдағы жылы бастау бизнес жобаларын сүйемелдеу үдерісінің күшейту жоспарлануда. Атап айтқанда 2017-2020 жылдардағы қатысушыларды өзектендіру және қаржыландыру болып табылады. Одан басқа сүйемелдеу кезеңі аясында ауыл шаруашылығы бағыттары бойынша бейімді дағдылау оқыту болып келеді. Сонымен қатар, енді осы жылы жаңа өзіміз айтып кеткендей,
микроқаржылық ұйымды құрайық деп жатырмыз. Бұл дегеніміз қазіргі таңда республика деңгейінде Жамбыл, Қостанай, Маңғыстау, Қарағанды және Павлодар облыстарында жергілікті атқарушы органдармен және атамекен қатысуымен 5 микроқаржы ұйымы өз қызметін жүзеге асырып жатыр. Микроқаржы ұйымы жұмыс істеген кезеңде жарғылық капиталдың меншікті қаражаты есебінен, сондай-ақ еңбек мемлекеттік бағдарламасының тартылған қаражаты есебінен жалпы сомасы 6,8 миллиард теңге, немесе 1,5 мыңға жуық қарыз алушы қаржыландырылды. Осы жылы Ералы Лұқпанұлы сіздің қолдауыңызбен және еңбек министрлігінің қолдауымен осы микроқаржылық ұйымдарды қалған 10 облыста құрайық деп жатырмыз. Оған қосымша республикалық деңгейден еңбек бағдарламасы бойынша 22,5 миллиард теңге бөлінетін болады. Бұл бөлінген ақшаны біз бүкіл жаңағы 15 облыс Шымкент қаласында таратайық деп жатырмыз. Алматы және Нұр-Сұлтан қаласында микроқаржылық ұйымның көп болуына байланысты осы жақта бұл ұйымды ашпайтын болдық. Сондықтан да осы жоспар бойынша осы жылы 10 мыңнан астам тұрақты жұмыс орын және де қосымша 5,5 мың несие беріледі деп жоспар алдымызда бар. Назарларыңызға рахмет, баяндама аяқталды. Рахмет, Нариман Бақтыбайұлы, отырыңыз. Біріншіден, бастау бизнеске бөлінген қаржы өз алдына игеру бар. Соның бастау бизнесті бітірген азаматтардың жұмысқа тұру мәселесін ерекше қарауға алу керек. Өткенде Қасым-Жомарт Кемелович бұл мәселені ерекше көтерді. Сондықтан жаңағы жұмысқа тұру мәселесі де, онымен қатар мына кредит алуды мәселесі де, ол жерде тұрған белгілі, бүгінде 29% деңгейінде ғана. Сондықтан бұл мәселені қайтадан қарастыру керек. Ол бір. Екіншіден, жаңағы осы микрокредит организацияға байланысты сұрақтарды көтеріп айтып жатсыз. Оны енді сондай қаржы институттары жоқ жерлерде ашуға байланысты шешім қабылдадық өткенде. Сондықтан соны тағы да нақтылау керек. Ол оны халық білу керек, ел білу керек оны. Оны облыстың бәрінде бүкіл қаржы институттары бар жердің бәрінде ашайын деп жатқан жоқпыз ғой. Сондықтан осын соны елге нақтылап түсіндіріп айтуымыз керек. Келістік пе болашақта? Жақсы. Бүгінгі таңда көші-қон мәселелері және еңбек ұтқырлығын арттыру шаралары аса маңызды. Осы ретте аталған тақырып бойынша Солтүстік Қазақстан облысының әкімінің орынбасарына сөз берем. Асқар Жоламанұлы. Құрметті Ералы Лұқпанұлы, құрметті алға қатысушылары, облыста еңбек нарығында тұрақтылықты сақтау бойынша жұмыс жалғасуда. 2020 жылы 30 мыңнан астам адам жұмысқа орналастырылды. Және 13 мыңнан астам жаңа, оның ішінде 90% тұрақты жұмыс орындары құрылды. Еңбек бағдарламасы шеңберінде 6200 адам жұмыспен қамтудың белсенді шаралармен қамтамасыз етілді. 1480 адам сұранысқа ие мамандықтар мен кәсіпкерлік негіздеріне оқытылды. 2295 несие мен грант берілді. Бұл 2145 жаңа жұмыс орнын құруға мүмкіндік берді. Жұмыспен қамту жолы картасының 360 инфрақұрылымдық жобасын іске асыруға пандемия кезінде өңірдің 7000 жуық азаматтың кіріс деңгейін сақталуын қолдауға ықпал етті. Биыл 500 жұмыс орны құра отырып, 22 жоба іске асырылмақшы. Облысымыз жұмыс күші тапшы, көші-қон сальдосы теріс өнер болып табылады. 15 жыл ішінде халық саны 73 мыңға қысқарылды. Олардың 81% еңбекке қабілетті жастағы адамдар болып табылады. Жалпы айтқанда халықтың қартаюы байқалады. 60-тан асқан адамдар үлесі 19%-тен құрайды. Туындаған жағдай елді мекемелердің және мектеп мекемелердің жабылуына өкел әкеледі. Бұл жағдайда біздің өңір үшін жұмыс күші артық өңірлерден азаматтардың еректі түрде қоныс аудару жөніндегі шараларды іске асыру ерекше маңызды ие болып табылады. С 2016 года прибыло 6765 человек, из них в 2020 году 1765 человек из 8 регионов страны. 77% приезжих переехали в сельскую местность, где имеется значительный спрос на рабочую силу,
96% охвачены мерами занятости с поддержкой инициатив по развитию собственного дела и ведению личного подсобного хозяйства. Выдано для этих целей 38 кредитов и 28 грантов. За 5 лет уже выделено порядка 7 тысяч гектаров земли. С учетом потребностей готовы данную работу продолжить. Наряду с государственной поддержкой в виде субсидий более значимой является строительство нового жилья. За 2 года 19-20 года построено 1022 дома, в которых уже проживает 593 семьи. 589 семей арендуют жилье, 863 приобрели на вторичном рынке, из тех, которые прибыли в течение 5 лет. В этом году уже в течение 2 месяцев прибыло 300 человек. В целом, принимаемые меры позволили не только снизить дефицит кадров в сельском хозяйстве 1,5 раза, в здравоохранении 1,3 раза, в образовании 2,5 раза, но и снизить сальдо миграции в течение 5 лет с 7200 до 4300 человек. Наряду с восполнением трудовых ресурсов имеется ряд вопросов, требующих решения. Первое. Порядка 60% прибывающих граждан имеют низкий уровень квалификации. В том числе у 40% вовсе отсутствует специальность и опыт работы. Поэтому предлагается регионам выбытия обеспечить соответствие потребностей тех кадров, которые имеются в регионе прибытия. Такая информация во всех регионах выбытия мы предоставляем ежегодно, и которая обновляется. Второе. Целью стабилизации миграционных процессов необходимо содействие в части внесения дополнений в программу ИНБЕК для возможности оказания помощи тем гражданам, которые подпадают под переезд из неперспективных сел в точки роста. Таких населенных пунктов, в которых проживает менее 50 человек, только в нашей области 112. Данные изменения позволят обеспечить равные условия по предоставлению жилья всем участникам переселения, а не только из трудоизбыточных регионов. В целом, все меры, предпринимаемые в регионе, направлены на улучшение миграционных процентов и повышение эффективности использования трудовых ресурсов. Спасибо за внимание. По Северному Казахстану вы знаете, что мы сейчас разработали комплексный план развития региона, поэтому там будет серьезная поддержка. Көтерген сұрақтарыңыз бәрі ол белгілі, оны қазір мұқият талқылап отырмыз. Кроме этого, вы знаете, что месячный расчетный показатель в этом году мы увеличили 2 раза, 35 сегодня до 75, до 70 довели. Я считаю, в принципе, в перспективе, может быть, еще ее, наверное, надо будет поднять. Басқа аймақтардың бәрі ескеру керек. Әсіресе мына оңтүстік Чимкент қаласы, Түркістан аймағы, Маңғыстау, Атырау аймақтардың бәрі. Өткенде бұл мәселені бір емес, бірнеше рет қарастырдық. Сондықтан мына жұмысты толықтай бүкіл аймақтардың бәрі қайтадан қарастыру керек. Бұл сұраққа жалпы кейін қайтадан арнайы қарайтын боламыз. Бұл тек қана солтүстік Қазақстан емес, айналамызда мына Қостанай облысы да бар. Оны да ерекше қадағалауда болады. Сондықтан бұл бағытта бірге жұмыс жасайтын боламыз. Рахмет. Құрметті әріптестер, баяндама жазылған кісілердің барлығы аяқталды. Бүгін біз әлеуметтік еңбек саласында қызметтің 20-шы жылдың қорытындысын шығарып, министрліктің алдыңғы биылғы жылға арналған міндеттерін белгіледік. Бірқатар өзекті мәселелер де жаңа талқыланып көтерілді. Сондықтан министрлік оның барлығын өзінің бақылауына алып, ары қарай жұмысын жалғастыратын болады. Ендігі кезде қорытынды сөзді Қазақстан Республикасының премьер-министрінің орынбасары Ералы Лұқпанұлына беріледі. Құрметті ағайын, құрметті алқа отырысына қатысушы азаматтар, жалпы 2020 жылы оңай жыл болған жоқ. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев төтенше жағдай кезінде, оның ішінде карантин кезінде де жалпы мына халықты әлеуметтік қолдау шараларына қабылдауға байланысты нақты кезде тапсырмалар берген болатын. Ол тапсырмалардың бәрі орындалды деп бүгін толықтай айтуға негіз бар. Дегенмен мына әлем жайлаған пандемия көптеген мына экономика саласымен қатар әлеуметтік салаға да тікелей әсерін тигізген болатын. Ол жағдайға қарамастан мына жалпы мемлекет тарапынан барлық әлеуметтік міндеттемелерді толық көлемде жүзеге асырдық деп бүгін айтуымызға негіз бар. Оның ішінде 833 мың жаңа министрдің де дерегінде айтылып кеткен болатын. Бюджет саласының қызметкерлерінің жалақысы
25-тен 50%-ға дейін көтерілді. Жұмыспен қамту шарасы 1-ден 2 жоспарланған, қазір мына 1-де 4 деңгейінде шешілді. Бұл да енді жаман көрсеткіш емес. Мынандай қиын жағдайда 730 мың адам тұрақты жұмыстарға орналастырған болатын. Бұлардың бәрі жалпы мына бүкіл қабылдаған шаралардың бәрі мына жұмыссыздықтың деңгейін 5%-дің деңгейінде сақтап қалуға мүмкіндік берді. Енді салыстырмалы түрде де айтып кетуіміз болады. Мына жалпы Европа елдеріндегі орта жұмыссыздықтың деңгейі егер 8% болғанын ескеретін болсақ, бұл Қазақстан үшін жаман көрсеткіш емес. Жалпы мына жаңа министр Серік Жамбылұлы баяндамасында біраз сұрақтарды көтеріп айтып кетті. Атап айтқанда, біріншіден мына табысынан уақытша айырылған кезінде бұл мәселе оңай мәселе болған жоқ. Пандемия кезінде көтерілген үлкен сұрақтардың бірі болған. Бірақ мына тез әрекеттерді қолданған әрекеттер мен шаралардың қабылдануының арқасында бұл мәселе кезінде мен өзім оған тікелей куәмін. 3 күннің арасында шешілген болатын. Ол оңайда сұрақ емес, манада деректердің ішінде көрсетілді. 4-те 6 миллион азаматтар осында 42-де 500 теңгені көмек алған болатын. Екіншіден, атаулы әлеуметтік көмекті көрсетудің ол кезде жаңа қысқа уақыттың ішінде жаңа механизмдері де жасалынды. Үшіншіден, аз уақыттың ішінде дағдарысқа қарсы жұмыспен қамту жол картасы да қабылданды. Сондықтан бұлардың бәрін ескеріп отырып, осы министрліктің айналасында қызмет жасап отқан азаматтар, жергілікті жерде қызмет жасаған азаматтардың бәріне алғысымды білдіруге рұқсат етіңіздер. Оңай жұмыс болған жоқ, бірақ ол сыңнан бәріңіз жақсы шықтыңыздар, амандықта жүріңіздер. Енді жалпы әлеуметтік қорғау саласы бойынша биыл өздеріңізге белгілі әлеуметтік кодекс тұжырымдамасын әзірлеу басталынады. 17 заң мен қазір 100-ден аса заңнамалық актілерді біріктіретін әлеуметтік кодекс қабылдаймыз деген ойымыз бар. Оның қазір концепциясы ғана талқыланып жатыр. Енді ол келесі жылдың жоспары, концепцияны осы биыл қабылдаймыз. Сондықтан бұның бәріне қазір бірыңғай әлеуметтік салада құқықтарының бір стандарттары белгілену керек. Сондықтан бұл бағытта біраз жұмыс алдымызда тұр. Соны бірге жұмыс жасаймыз. Бүгінде мына 520-дан аса ұсыныстар келіп түсті деп айтып жатыр министрліктің деректері бойынша. Оның әрбір түскен ұсыныстарды өткенде бір шақырып жиналыста осы қараған болатынбыз. Онда қазір жан-жақты талқылау қажет. Құжатта халықтың мемлекет жүргізіп отырған әлеуметтік саясатта қолдауын арттыруға бағытталған нақты шаралар көзделу керек. Оның ішінде зейнет ақы жүйесіне байланысты мүгедектігі бар адамдар, ана мен баланы қорғау, аз қамтылған топтарды қолдау толықтай қамтылу қажет. Бұл жұмысқа әлеуметтік қамсыздандырудың барлық салалары бойынша сарапшыларды тартуларыңызды сұраймыз. Ахмади Әділұлы атқарылып жатқан жұмыстар жөнінде маған апта сайын баяндап отырыңыз. Екіншіден, биыл әлеуметтік қызмет көрсету жүйесін жетілдіру жөнінде ұлттық жоспар қабылдану керек. Ұлттық жоспар аясында өтінім берудің проактивтік форматқа толық көшу, әлеуметтік қызметтерді жан басына қаржыландыру жүйесін енгізу сияқты бірқатар жаңа бастамаларды қарастыру қажет. Бұл шараларды іске асыру әлеуметтік қызмет сапасын көтеріп, осы саладағы мемлекеттік емес сектордың үлесін қазіргі күнгі көрсеткіш 19 болатын болса, соны 70%-ға дейін жеткізуге тапсырма беремін. Осы орайда ұлттық жоспар жобасын жалпы мүдделі мемлекеттік органдармен, сала мамандармен де бірге пысықтап, қарастырып, қарастыруларыңызды сұраймыз. Үшіншіден, мемлекеттік былтыр мүгедектігі бар адамдарға қызмет көрсетудің жетілдірген бағытталған әлеуметтік қызмет порталдары іске қосылды. Жаңа кіріп келе жатқан бетте оны да біраз қарадым. Осында келген азаматтар да қарап шыққан шығар. Оның аясында ұсынылатын тауарлар мен көрсетілген қызметтердің барлығы 55 тауар түрімен 3 қызмет қамтылған болатын. Алғашқы рет бұның нақты нәтижесі ретінде айтуға болады ғой деп ойлаймын. Алғашқы рет мүгедектігі бар адамдарға тауарлар мен көрсетілген қызметтердің түрлерін өздері таңдап алуына мүмкіндік жасалынды. Енді бұл жағдайға қарамастан, бұл жерде де әлі жалпы портал жұмысына қатысты ескертулер бар, оны ескеру керек. Әсіресе мына шалғай ауылдарда тұратын азаматтардың интернеттің жоқтығына тиісті тапсырыстарды бүгін мына жұмыспен қамту орталықтары арқылы рәсімдеп отыр. Енді ол да уақытша шаралар ғой деп ойлаймыз, дегенмен болашақта оны аяғына шейін жеткізу керек. Әкімдіктерге мүгедектігі бар адамдарды интернет желісімен қамтамасыз ету мәселесін толықтай шешуді тапсырамын.
Сонымен қатар кейбір қызмет түрлері портал арқылы рәсімдеуде бірқатар мәселелері бар. Мәселен, протез дайындау, есту аппараттары тағы басқа. Министрлікке тез арада порталдың жұмысына талдау жасап, оны қолданушылар үшін барынша қолайлы ету шараларында қабылдау тапсырамыз. Ерлан Мұратұлы қабылданған шаралар туралы арнайы баяндап отырасыз. Мүгедектігі бар адамдар рухы берік, өмірдің қиындығына қарсы тұра алатын, қоғамның белсенді мүшелері, олардың ішінде айналасына қамқор болып жүрген азаматтарда аз емес. Бүгінгі алқа отырысында сөз сөйлеген бірінші топтағы мүгедектігі бар Қалтаева Ляззат Молдабекқызы өзімен тағдырлас әйелдерге қолдау жасап жүр. Ол басқаратын Шырақ ассоциациясында 19 мүгедектігі бар адамдар жұмыспен қамтылған. Талдықорған қаласының тұрғыны бірінші топтағы мүгедектігі бар Баялжыбай Елдос Қайыркенұлы арнайы тренажерларда емдік дене шынықтыру арқылы оңалту жобасын жүзеге асырып, 14 адамды жұмыспен қамтып отыр. Бұл жоба аясында былтырдың өзінде 100-ден аса мүгедектігі бар азаматтар сауықтырудан өткен. Сондықтан осындай қоғамға үлгі болатын, бүгін елдің азаматтарына үлгі болатын, қол аяғы сау азаматтардың өзі сұрақтарын шеше алмай жүрген кезде осындай азаматтардың жасап жатқаны бір жағынан үлкен тәжірибе ғой деп ойлаймын. Тәжірибе және көптеген азаматтарға бұл үлгі. Сондықтан осы азаматтарға, қоғамда үлгі болатын азаматтардың бәріне алғысымды білдіруге рұқсат етіңіздер. Төртіншіден, бүгінде республика бойынша 25 мыңнан аса объекті мүгедектігі бар адамдарды қолжетімді ортаға бейімделген. Бұл барлық әлеуметтік және транспорттық объектілердің 73%. Мана Түркістан облысында тыңдап жатырмыз. Бұл тек қана Түркістан облысы емес, бүкіл аймақтардың бәріне тікелей қатысты. Өткен жылы 970 тексеру нәтижесі бойынша 3000 объектінің тиісті талаптарға сай келмейтіні анықталды. Олай болатын болса, бұл мәселені қазір ерекше қадағалауда ұстау керек. Мысалға, Қостанай облысында 576, Солтүстік Қазақстан 380, Шығыс Қазақстан облысында 268 объекті талаптыларды бұзу фактілері тіркелген. Сондықтан осы әкім орынбасарларын қолжетімді орта талаптарына сәйкес келмейтін әрбір объекті бойынша жеке жауапкершілікте болатындарыңызды ескертемін. Сонымен қатар, Нұр Отан партиясының сайлауалды бағдарламасында биылдан бастап жыл сайын 4400 объектіні қолжетімді ортаға бейімдеу жоспарланған. Нәтижесінде 2025 жылы барлық объектілерді 100%-ға қолжетімді ортаға айналу тиіс деген нақты тұжырымдарымыз бар бүгінде. Сондықтан осы өңірлердің бұл міндетті орындауны бүгіннен бастау қажет екенін ескерткім келеді. Министрлік осы бағыттағы жұмысты ерекше бақылауды күшейту қажет. Өңірлердің жұмысына талдау жасап, қолжетімді орта қалыптастыру бойынша тапсырмалардың орындау барысы үкіметтің арнайы кеңесін дайындау тапсырамын. Бесіншіден, Нұр Отан партиясының сайлауалды бағдарламасында жыл сайын мүгедек балаларға арналған 3 оңалту орталығын құру және 2025 жылға дейін осындай 15 жаңа орталық салу міндеттелген. Бұл шара балаларды оңалту қызметімен қамтуды 2 есеге арттыруға бағытталған, кезек күттірмейтін мәселе. Енді ашығын айтқанда, енді 25 жылға жоспарлап отырмыз. Дегенмен, егер мына бүкіл мүмкіндіктердің бәрін қайтадан қарастыратын болсақ, осы мәселені қысқа мерзімде де шешуге толық мүмкіндіктер бар ғой деп ойлаймын. Сондықтан осыны Серік Рамбұлы, осыны қайтадан мүмкіндіктердің бәрін қарау керек, шешуге де болатынына мен кәміл сенемін. Сондықтан бүкіл аймақтардағы әріптестерінен осы мәселені жан-жақты шешу жолын қарастыруларын сіздерден сұраймыз. Мемлекеттік тарапынан көрсетілетін қызметтердің қол жетілімділігін арттыру өте маңызды. Осы бағы мақсатта биылдан бастап цифрлық жұмыспен қамту орталықтары іске қосыла бастайды. Оның аясында қызмет көрсетудің барлық бизнес процестерін автоматтандыра отырып, онлайн форматқа көшіру керек. Жыл соңына дейін бұл көрсеткішті 92%-ға жеткізу қажет. Осы арқылы біз біріншіден жұмыспен қамту шараларына қол жетімділікті айтарлықтай арттырамыз. Екіншіден, адамдарды орталықтарға барып, кезекте тұрып, өз уақыттарын жұмсамайтындай болатын жағдайға жетуіміз керек. Үшіншіден, жұмыспен қамту орталықтары оңтайландырылады. Алғашқы кезеңде орталықтардың штаты 50%-ға, кейін екінші кезеңде 70%-ға дейін қысқарылатын болады. Сонымен қатар, зейнетақы және жәрдемақылар тағайындау цифрландыруды 2024 жылы 100%-ға жеткізуді
мына алдарыңызға қойып отырмыз. Сондықтан бұл да оңай мәселе емес, бірақ та бұған да шешуге мүмкіндіктер бар екен өткенде терең қарастырған болатынбыз. Сондықтан Серік Жамбылұлы осыны жүзеге асыру керек. Мүдделі мемлекеттік органдармен бірлесіп, мәліметтерді цифрландыру, ақпараттық жүйелерді интеграциялаудың сапалы орындалуын қамтамасыз етуіңізді сұраймыз сіздерден. Тиісті мәліметтерді ақпараттық жүйелерде болмауы, азаматтарға жәрдем ақылардың дұрыс тағайындалмауына себеп болуы да мүмкін. Сондықтан бұндай қателіктерге ешқандай жол берілмеу керек. Ербол Дүйсебайұлы, мәселе өте маңызды. Және осы мәселеге сіз бүгін тікелей жауап беретініз, азамат ретінде білеміз сізді осы жерде. Сондықтан мына білікті мамандар тарта отырып, жұмыстың бүгінде сапалы орындауын толықтай қамтамасыз етулеріңізді сұраймыз. Жұмыспен қамту және еңбек қатынастары саласы бойынша біріншіден нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлік дамытудың ұлттық жобасын бекіту қажет. Биыл аяқталатын еңбек бағдарламасының орнына қабылданатын бұл құжатты әзірлеу кезінде халықтың жұмыспен қамтудың жаңа тетіктерін пысықтау қажет. Екіншіден, пандемия заманауи ақпараттық технологиялар еңбек нарығын елеулі түрде өзгерткенін өздеріңізге белгілі. Олай болатын болса, қашықтықтан жұмыс жасау, икемді жұмыс кестесін онлайн тапсырыс беру жоғары сұранысқа ие болып отыр да бүгін айқын. Осы тенденцияларды ескере отырып, еңбек нарығын жаңа жағдайға бейімдеу үшін жұмыспен қамтудың жаңа түрлерін енгізу қажет. Бұл мақсатқа қолданыстағы заңнамаға егер қажетті болатын болса, тиісті толықтыруларды енгізу жобасы әзірленсін. Үшіншіден, мемлекет басшысы үкіметтің кеңейтілген отырысында жұмыспен қамту шараларына қатысты бірқатар сын айтқан болатын. Оның ішінде жұмыспен қамту жол картасы аясында азаматтарды қағаз жүзінде ғана жұмысқа орналастырудың 15 мың фактісі анықталды. Мәселен, Алматы қаласы 1192, Шығыс Қазақстан облысы 1107, Жамбыл облысы 1049 қағаз жүзінде ғана жұмысқа орналастырылған. Еңбек бағдарламасымен оқып шыққан 150 мың адамның тек 10% несиеге, 19% ғана грантқа ие болып отыр. Енді екеуін қосатын болсақ, мына жерде 29% деңгейінде ғана ғой. Сондықтан бұлардың бәрі ерекше Серік Жамбылұлы қадағалауда ұстайтын. Осы мәселенің бәріне аймақтардың мына әкімнің орынбасарлары тікелей жауап беретін боласыздар. Мынандай жағдайды бұдан былай жіберуге ешкімнің ешқандай қақысы жоқ. Жұмыспен қамту жол картасы 2021 жылы жалғасады. Өткен жылдың тәжірибесін ескере отырып, жол картасына тиісті өзгерістерді енгізулерін сұраймыз. Өңірлерде іске асырылатын негізгі инфрақұрылымдық жобалары анықтап бүгін бекітілді. Серік Жамбылұлы, мемлекет басшысы айтқан ескертулері осы жылы қайталанбауы тиіс. Әкім орынбасарларына бұл мәселе мемлекет басшысының жеке бақылауында екенін ескерткім келеді. Сондықтан өңірдегі жұмыстарға тікелей жауап беретін боласыздар. Төртіншіден, еңбек бағдарламасының іске асырылуына қатысты бірқатар ескертулер бар. Мәселен, оңтүстік өңірлерден солтүстік өңірлерге қоныс аудару тетіктері әлі де әлсіз болып отыр. Ол туралы жаңа осы мына солтүстікте Қазақстанның әкімінің орынбасары да мәселені көтеріп алып айтып кетті. Сондықтан бұл мәселенің бәрі белгілі. Әсіресе мына тұрғын үй, жер беру, жұмысқа орналастыру мәселелері халықты әлі де қанағаттандырмайды. Солтүстікке қоныс аударушылар саны әлі де тым аз. Мемлекет тарапынан субсидияланатын жұмыс орындарынан кейін тұрақты жұмыс орындарына орналастыру төмен деңгейде орындалуда. Нақты деректермен айтатын болсақ, республика бойынша бүгін көрсеткіш 32% деңгейінде, оның ішінде Алматы қаласы 3-4% ғана, Нұр-Сұлтан қаласы 12%, Шымкент қаласы 13%, Маңғыстау, Батыс Қазақстан облыстары 16%, Қызылорда 19%. Министрлік әкімдіктермен бірлесіп, бұл мәселелерді шешу бойынша нақты шаралар қабылдап, нәтижесін баяндасын. Енді әртүрлі әңгіме болғанда айтылып жатыр, барғаннан кейін азаматтар субсидия алады, субсидияны уақыт аяқталғаннан кейін олар кетіп қалып жатады. Ол кетпегенде не істеу керек? Егер жаңа қаржысының деңгейі субсидия біткеннен кейін төмен түсетін болса, бір жағынан жұмыс берушілер де оған ашын айтқанда құлқылы емес. Екінші жағынан мына барған азаматтарда осы мәселені ең түбінде мына негізгі оның мақсаты да жұмыс біткеннен кейін ол азаматтардың бәрі тұрақты жұмысқа тұруға болатын. Сондықтан оған тікелей жұмыс берушілер де жауап беру керек. Сонымен қатар мына жергілікті жердегі тікелей жауапты азаматтар да жауап беру керек. Осының бәрін қазір ескеріп, жалпы мына тетіктерін қайтадан қарастыру керек. Серік Жамбылұлы. Бұл өте маңызды мәселе. Сондықтан
астарында басқа да сұрақтар бар, оны да ескеруіміз керек. Биыл жұмыссыздықтың деңгейін 4,9% болуын қамтамасыз ету міндеті тұр, оңай жұмыс емес. Сондықтан министрлік өңірлік әкімдіктермен бірге қолданыстағы барлық мемлекеттік бағдарламалар аясында жұмыспен қамту шараларының тиімділігін жалпылама ғана емес, нақты бір сұрақтар мен шешу жолдарымен қарастыру керек. Еңбек қатынастар саласы бойынша бүгінде республика бойынша жалақы қарыздар туралы жаңа мына профсоюздың осы жерде өкілі Сатыбалды Телеғасұлы айтып кетті. Бұл мәселе қазір күн тәртібінде тұр. 931 миллиондай қазір қарыз бар. Енді біраз мәселе шешілгенін де білеміз. Мына 4-тен 3 миллиардқа шейін қарыздар өткен жылы шешілген болатын. Ол оңай жұмыс болған жоқ. Оны бірақ та осы мәселені де өткенде арнайы қарастырдық. Сондықтан қайтадан қаперлеріңізде ұстағандарыңызды сұраймыз. Бұл жерде мына 10 мыңнан аса арыздар келіп түскен болатын халықтан. Сондықтан әрбір азаматтардан келіп түскен арыздардың бәріне нақты жауаптар берілу керек. Әсіресе бұл арыздардың қаралу деңгейі Нұр-Сұлтан, Алматы қалаларында, Қарағанды облыстарында көп екенін қаперлеріңізге салғым келеді. Жалпы қарыздар бойынша, жалақы қарыздар бойынша жұмыскерлер тарапынан түскен арыздардың жұмысы әлі де тиісті деңгейде емес деп айтуға болады. Әкімдіктер жалақы бойынша арыз шағымдарға қатысты уақытылы шара қабылдауды жолға қоюларыңызды сұраймыз. Министрлік қызметкерлер мүддесін қорғайтын еңбек ақы төлеу жүйесін нығайтуға бағытталған заңнамалық ұсыныстар қажет болатын жағдайда оны әзірлеуді сіздерге тапсырамыз. Еңбек қауіпсіздігін сақтау бағытында талаптар күшейтілуі тиіс. Жыл басынан бері кәсіпорындарда техникалық қауіпсіздіктің сақталмауына да байланысты жаңа біраз мәселелер тұр. Сондықтан қаншама адам зардап шеккен туралы да жаңа айтылды. Сондықтан осының бәрінде ерекше қадағалауды сұраймыз. Өткенде бұл президент әкімшілігі деңгейінде де қарастырылған болатын. Серік Жамболұлы, ерекше қадағаларыңызды ұстаңыздар. Құрметті әріптестер, биыл жалпы халқымыз үшін тарихи маңызды жыл деп айтсам артық емес. Тәуелсіздіктің 30 жылдығын міне биыл атап өтудеміз. Осы ақпан айынан бастап біраз үлкен іс-шараларда басталып кетті. Соның аясында қазір осы 12 жарымда барып Жамбыл атамыздың үлкен тойының бастамасын бастаймыз бүгін. Сондықтан осында көптеген іс-шаралар бар. Сөз жоқ, осындай той тойлау емес, ой ойлайтын кезеңдер. Сондықтан бүкіл биылғы жылдың бәрі ең алдымен осы азаматтарды әлеуметтік қамсыздандыру сұрақтарымен айналысуымыз керек. Азаматтарды жұмысқа тұру да бар, қаншама бүгін мәселелер көтерілді. Сондықтан көптеген сұрақтарды бүгін жоспарлап отырмыз. Жалпы 150-ден жуық әлеуметтік қайырымдылық шаралар биылына осы 30 жылдыққа байланысты көзделген. Оның ішінде шалғай ауылдар тұрғындарында әлеуметтік құқықтық көмек көрсетуге ағытылған 100 мың адамды қамтитын, ол аз адам емес, аз емес қой деп ойлаймын, көмек керуендері жоспарланып отыр. 10 мыңнан аса еңбек ұжымдарын қамтитын қайырымды істер марафон сияқты жобаларда жоспарланып отыр. Министрлік осы жобалардың аясында көрсетілетін көмектің әлеуметтік аз қамтылған топқа тікелей жетуін өз қадағаларыңызда алуларыңыз қажет. Сондықтан осындай үлкен істің айналасында бәріміз бірге жұмыс жасаймыз. Жалпы тәуелсіздіктің 30 жылдағы нақты істермен қарсы алу, азаматтардың тұрмыс сапасын жақсартуға бағытталған реформалардың бәрін сапалы іске асыру басты міндет екенінде қаперлеріңізге салғым келеді. Осы істің бәрінде бірге сіздермен қызмет жасаймыз. Жаңа Ләззат Молдабекқызына да бүгін рахмет айтқым келіп отыр. Тең қоғам үкіметтік емес ұйымның басшысы, қаншама жасалынған жұмыстар бар. Жаңа бүкіл аймақтардың бәрінде осындай орталықтарды ашу туралы министр де айтып кетті. Мен оны толықтай қолдаймын. Осындай үлкен іс-шараның бәрінде басқасында бірге жүруге біздер дайынбыз. Егер сұрақтарыңыз болатын болса, оның бәріне де кейін жауап береміз. Басқа сұрақтарыңыз болмаса, бәріңізге рахмет айтам. Амандықта болыңыздар. Рахмет, Ералы Лұқпанұлы. Коллегиялардың мүшелеріне коллегия шешімінің жобасы ұсынылған болатын. Осы жобаны негізге алып, хатшылыққа премьер-министрдің орынбасарының тапсырмаларын ескере отырып қайта пысықтап, шешім соңғы жобасын әзірлеуді тапсырам. Ералы Лұқпанұлы, сізге көп рахмет. Біздің алдымызға қойылған үкімет басшысының сіздің тапсырмаларыңызды мен әріптестерімізбен бірге абыроймен атқарамын деп сізді сендіргіміз келеді. Биылғы жылға қойылған міндеттемелер анық. Сондықтан да әріптестермен бірге бірлесіп осы жұмыстарды біз атқаратын боламыз. Құрметті әріптестер, осымен алқа отырысын жабық деп жариялаймын. Баршаңызға қатысқандарыңызға рахмет.
толағай табыстар тілеймін, қызметтерімізге сәттілік тілеймін. Рахмет.